тон алу. Сізге жіті қараңғы түнде ат алып шыққандығыңыз үшін мың бір рахмет жолдас, деді Балқаш. Анадай жерде қараңдап біздің жауабымызды күтіп тұрған Аманжолға. Осы тұрған бәрімізде торғайлықпыз. Ақылдаса кеп бәтестің бізбен бірге барғанын мақұл көрдік. Бұл өзі елден оқуға келе жатқан бала. Аманшылық болса ертеңнен бастап орналастыру жабдығына кірісеміз. Жайғасып болғанға дейін апасы да келер. Содан кейін апасына баланың өзі іздеп барып амандасып шығар. Оқаш жоқ, деді Аманжол. Онда арбаке жылдатқанша өзіме барып салайын. Оқаш жоқ, деді Балқаш. Біз екі жерде тұрамыз. Бұл келе жатқан адамдар 10 жерде тұрсаң да мейлің, деді Аманжол. Қайда бөлінсең де осы Қызылорданың ішінде шығарсың. Мен сыртқарырақ тұрам, деді мүсәпір. Ескертулерін көбейіп кетті ғой, деді Аманжол күліп. Жалдағалы тұрған жоқпын атымда. Алыс жақын қисық қиғаш дейтін. Мәңгілерің келсе жүріңдер. Мен білетін қазақ ғұрпына қарағанда бұндай сөз айтылғаннан кейін серіктерінің Аманжолға жармаспай ат жалдабақ кетулері қажет еді. Олар бағзалдың оң жағындағы басқыштан төмен қарай түсе берген Аманжолға сүмеңді ерді де әлде қайдағы қараңғы жерде ағаш арасында тұрған арбасына бірге барды. Сол арада жайдақ тарантасқа жегілген ығы-жығы ат иелері мағанмын деп кес-кестеп жүргізбейді. Біреулері аттарын жорға деп, біреулері желгіш деп мақтайды. Сапырласқан көп көліктің ішінде үлкендігі бұзаудан ақ аз қалқыңқы жылқы сияқтанған бірдемелер де көрінеді. Балқашқа мынау не мал деп сыбырласам, көрмеп пе едің дейді ол. Жоқ, есек деген осы. Мен туып өскен торғайдың құлақ естір жерінде есек болмаса қайдан көрем есекті? Аманжолға ерген біз қаптаған көліктердің арасымен қақтыға соқтыға келе жатыр ек, нақ қасымнан әлдене бақырып қоя берді. Бұрын естімеген бұл тұрпайы және қатты дауыстан қорқып кетіп, Алла деп Балқашты құшақтай алдым. Не болды, деді Балқаш. Немене бақырған? Есек. Бақырған есек лезде қатты даусын бәсеңдетіп, аяғын баяулатып барып, жылаған сияқты қылып бітірді. Неге бақырт, дедім, Балқаштан құшағымды жазып. Есек тауықтың қорасы сияқты. Таң атарда, түсте, күн батарда осылай бақырады. Тауықтың еркегі ғана шақырады ғой. Есектің ұрғашысы да, еркегі де бақыра береді. Қазақтың естімеген елде көп, есек мінген сартта көп дегені осы екен. Кітаптан атын ғана оқып, ақмақтықтың бейнесі саналатын есекті қандай болады екен деп көруге құмартушы едім. Енді оны да көрдім. Аманжолдың жадағай арбасына мініп жүріп кеттік. Ат жүргіш екен. Ол әуелі анда-сандағы жерінің қақпасында жылтыраған панары, үстіне келір бұдыр тас төселген әлденеше көшемен жылқына жортып отырды. Ақырын деп отырды. Қатты жортқан аттың жадағай арбасының секеңдеп солқылдауына шыдай алмағандай болған Балқаш. Көшенің екі жақ жиегіне де қатарланған қалың ағаш өскен. Аласа үйлер сол ағаштардың арасынан әрең елеңдейді. Онымен аз уақыт жүргеннен кейін бұл қаланың ең үлкен және ең көркем көшесі осы, деді Балқаш. Бұның бағзал жағы Энгельс болып келетте, әлгі бір бұрылыстан бергісі Карл Маркс болады. Әріректен барып бұрылған бір көшені Балқаш Ленин деді. Соны бойлай біраз уақыт жүргеннен кейін Балқаш Аманжолға енді былай беттеңіз деп еді, одан былай бұрылыңыз деп әлде қайдағы қисық қыңыр көшелерге бұрмалап кетті де, ақыры осы деп әлдене қақпаның алдына тоқтады. Ал түсейік деп Балқаш жаңылды сүйеп түсірді де, одан кейін нәрселерін түсіріп, жолдарың болсын деді бізге. Ерамбақтың шығыс жағымен сыртына қарай, деді мүсәпір. Жұлқынған атымен тағы да екпіндете жөнелген Аманжол. Әлгі жігіттің қасындағы әйелі ме, қарындасы ма, деді. Әйелі, деді мүсәпір. Әйелі буаз емес пе өзінің? Оны неге сұрадыңыз, деді мүсәпір күліп. Қайдам, арбаға мініп көрмегендей, әлде буаз қатынның баласы түсіп қалардай ақырын деп мазамдалды ғой әлгіде. Әйелінің жүкті екені рас, деді мүсәпір күліп. Балаға зар болып жүрген адам, зақым келеме деп қорықса қорқады да. Ал мынау қарындас қайсыңа жақын деп сұрады Аманжол. Екеумізге бірдей, деді мүсәпір. Ру жағынан бәрімізде арғынбыз, оның ішінде өтейміз. Онда әлгі үйде неге қалмады бәтес? Неге дейсіз? Әйелге әйел үйір емес пе әдетте? Оқуға орналасқанша бәтестің әлгі әйелмен бірге бола тұрғаны мақұл емес пе? Ол рас қой, деді мүсәпір ыңғайсызданғандай. Бәтестің маған иненің жасуындай жақындығы бар еді, сондықтан бірге еріп келе жатыр. Ар жағын қазбалағысы келмегендей Аманжол детті қойды. Айранбақ деген ит өлген жер екен, әлде нетар және қызық көшелермен бұралаңдай жүріп келеміз. Міне таңда бозарып, жолшыбайғы үйлердің кейбірінің қорасынан тауықтар да шақырып жатыр. Ит деген мұншама көп болар ма бұл қалада? Көшелерде шұбыра шауып жүрген
қора-қорадан үріп шыққан иттерді қисап жоқ сияқты. Кеңесетін тақырып та таба алмай келеміз бе немене, еш қайсымызда үн жоқ. Сөйтіп отырып қаладан да шығып бара жатқан сияқтымыз. Бір кезде құман төмпелердің арасына кіріп кеттік. Ол төмпелердің кейбірінің астынан адамдар шығып жүр. Бұл не десем, кепе деген үй осындай болады деп жауап береді мүсәпір. Төбе сияқты, жар сияқты биіктеу жер болса, іргесін жырат та төбесін жауып, жарық түсетін шаңырақ сияқты бірдеме орната салады. Кепе деген сол. Көп пе мұндай кепелер қалада? Әдетте қаланың шеткі жақтарында болады кепелер. Қызылорда халқының 4-тен 1 осындай кепелерде тұрады деген сөз бар. Дарияны бұл ел дайра дейді. Кегіз үйді бұл ел қара үй дейді. Онысы несі? Жатақ жатып егін себушілер көп бұл елде. Олар әрине кедейлер. Кедейде ақ кегіз түгіл, боза да болмайды ғой. Көбі жыртық қара үйде отырады, сондықтан қара деп атаған болу керек. Кедейлердің көбінде қара үйде болмай, кетпеншілердің, яғни егіншілердің көбі жерден қазған кепеде тұратын болу керек. Дайраның осы тұстағы ар жағында 40 кепе дейтін ауылда бар. Алғаш 40 болу керек. Қазіргі саны 100-ден астам сияқты. Мүсәпір одан әрі сыр елінің егіншілігіне, егінді қолдан суарудың қиындығына тоқтай кеп, мал бағып күнелтетін біздің торғай елімен салыстырғанда, сырдағы егіншілердің бейнеті 1000 есе артық деуге болады деп қойды. Кепелердің арасындағы жазықтау жерлерде жайпақ төбе, шағын үйлерде кездесіп отырған. Солардың біреуіне таяна, менің пәтерім осында деді мүсәпір бір үйді нұсқап. Ұзақ жүруден бе, әлде қала шетінің жолында есілген құм жатудан ба, Аманжол ақ көбіктеніп, қарқындаған атын бұрды да, нұсқаған үйдің қақпасыз ашық қорасына кіргізді. Ат тоқтай, үйден қияғы ұзын қара мұрты бар, басында қарамен тыстаған түлкі бөркі бар, қалаша жобалғылау киінген орта жасты еркек шыға келді. Келіп қалдың ба мүсәпір деп, арбадан түскен оған қолдасып амандасты. Малжан аман ба күзеке деп шүйіркелесе кетті мүсәпір. Құдай-ау, мүсәпір ме мынау келіп қалған деп, басына ақ орамалды шаршылап байлай салған, көйлекшең, орта жасты семіз қара бұжыр әйел шыға келді. Есеке, амансы ба деп қолдасты оған мүсәпір. Ішінен анасы, ері мынасы әйелі болар деп жорыдым. Екеуі де мынау кім дегендей маған қараған соң, біздің елдің қызы деді мүсәпір оларға мені таныстырып. Оқуға келген қыз. Тегі мені мүсәпірдің қалыңдығы деп жорыды ма немене, түсінікті дегендей екеуі де жымиып қойды. Аманжолмен таныстықтары болмау керек, және оны арба кешке санау керек, әйел де ері де амандасқан жоқ. Ал есектас деді еркек әйелге, қонақ келерін білмей қалдық қой, базарға мен-ақ барайын енді. Сен төргі бөлмеде жатқан балаларды ауыз бөлмеге шығарда, қонақтарды жайғастыр, бол тез. Бүгін күн жексенбі, базар ерте басталады. Мен деді ол Аманжолды нұсқап, нәрселерді мына кісінің арбасына сала қояйын да, базар тұсынан түсіп қалайын. Мен сені апармайым деді Аманжол оған. Неге? Үйім базардан теріс жақта. Бола берсін. Жай сұрап тұрған жоқпын, ақша төлеймін. Оған сенің ақшаң жетпейді. Не айтып тұрсың өзің? Кімге санап тұрсың мен деп? Күзекең артынан білсем шынаты күзен екен. Едіреңдеп келе жатыр еді. Едіреңдеме деді Аманжол түйіліп. Мені кім деп тұрсың өзің? Сен кім ең? Амандықов Аманжол деген кісіні естіп пе едің? Деп күзен сасқалақтап қалды. Ол кім еді деген әйеліне күзен теріс қарап, ернін тістеп өшірініңді деген белгі көрсетті. Едіреңдей түсендеше деп Аманжол күле қарап еді, күзен одан жаман сасқалақтап, жоқ, аға сөйлеп қалдым, кешіріңіз деп ұстап алар деген адамдай артына жалтақтай қарап үйіне кіріп кетті. Бұл бір пәле адам екен ғой дегендей есектас та ерінің артынан үйіне сып берді. Апырай жолдасай деді Аманжол. Мана жолшыбай аты жөнін сұрап алған мүсәпірге, мынау күзен деген алаяққа қайдан үйір боп жүрсің? Білетін бе едіңіз оны деді мүсәпір. Неге білмеймін? Атақты жүлік емес пе бұл? Барып тұрған жалдап. Саудаға қатын баласынан басқаның бәрін салат деп естимін. Өзі өлердей картожник деседі. Қартқа бір уақыт қатынын да ұтқызып, бірер айдан кейін қайта ұтып алды деген. Сонысы әлгі есектас дегені болу керек. Моншақ атаулының ең құнсызының атын қойған екен бейбаққа. Өзінің де атын тауып қойған күзен деп. Кішкенелігіне қарамай, ең жауыз, ең батыл аң емес пе ол? Басқа жемтік табылмаса, өлген адамның көріне түспей ме? Сізді неге қорқып тұр сонша батыл адам болса, деді мүсәпір. Қызметімнен, айтпақшы, сұрамаппын-ау, қызметіңіз қандай еді сіздің, деді мүсәпір. Шағын ғана, деді Аманжол жымайып. Сонда да, күзендерді қорқытарлық қана, деді Аманжол күліп. Рас айтам, не қызметтесіз? Қалалық финанс бөлімінің бастығы. Онда түсінікті, деді мүсәпір, сабырлы кескінмен. Немене түсінікті, деді Аманжол. Саудагер деп тұрған жоқсыз ба күзенді? Саудагерге салықпен демалдыра ма? Финотдел.
Бірақ бұл сіз ойлағандай саудагер емес қой деймін. Неге? Мен бұл үйде тұратын кісі емеспін. Ағасы Қарсақтың үйінде қалада тұрам. Бұлар бізге жамағайындар. 4-ші атадан қосыламыз. Арғы аталары түлкі, торғайдан, осы Ақмешітке ақ шөмші болып келіп жүріп, қалып қойған екен. Күзен мен Қарсақтың әкесі Борсық менің кішкене кезінде торғайға біздің үйге келіп кеткені бар. Менің әкем де ана жылы бұларға келіп кеткен. Содан таныс болған ағайын. Бұл үй қаланың шетінде, жайлы жерде болғандықтан, маңайдағы елдің жүкшілері үнемі түсіп жүреді. Олар қысы жазы үздіксіз қаптап жататын еді. Бүгін неге жоғын білмеймін. Бәтесті ағасы Қарсақбайдың үйіне де апаруға болар еді. Онда апармаған себебім, қазыналық пәтерде тұратын ол биыл талап қып, горкомхоздан жер алып, өкіметтің қарызға ақша алып, орталық тұстан өзіне баспана жасатып жатқан. Жаңа үй әзірге бітпеген болу керек. Ескі пәтеріне бір танысы кірмек болып, мен елге кетерде ремонтқа кіріскен. Өздері қора ішіндегі сарайда қалған. Сол ремонтының біткен-бітпеген біле алмадым. Күзенде сауда дейтін сауда жоқ қой деймін. Өзде қатында оқымаған адамдар, қара жұмыс істеуге көксаулау адам, әйелі үй жабдығынан босан алмайды. Малдары жоқ, сонан кейін ескі құсқы бірдемелерді алып сатып, тиын-сыйын пайда түсіріп күн көретіні рас болу керек. Бұл ақтаудың не күзенді білмеуің, білсең әдейі айтып тұруың. Ал біз оны жақсы білеміз. Шын саудагер болса, ол неге сізді жақсы білмейді? Жақсы білмейтіні, Москвадағы 3 жылдық финанс курсын анау күні ғана бітіріп келдім. Курстан бұрында осы қалада финанс агенті болып істегем. Сонда байлар мен саудагерлер мен туралы салықшы агент Аманжол қолына түссең аман бол деген мақала шығарған. Жаңа сырғи жөнөргені бұл күзе менің атымды, қызметімді білетін болу керек те, өзімді көрмеген болу керек. Бұрын Ташкентте тұрып, бұнда мен оқуға кеткен соң келді деген. Өз неге кешікті деді. Бұл тақырыпта енді сөйлескісі келмеген кескін мен мүсәпір. Аузында қарулы қақпан тұрғанын білетін аңның інінен шыққанын қашан көріп ең жолдас деді Аманжол. Ал, нәрсе қараларыңды түсір, мен кетем. Үй үшін жинастырып болған болмаған біліп, шығайын деді. Нәрселерін арбадан түсірген мүсәпір маған. Мыналарды қалдыра тұрайын, сен қарай тұр. Шырағым деді Аманжол. Мүсәпір кете асығыс сөйлеп. Бір сұрау сұрайын, көңіліңе ауыр алма, айтыңыз. Бұл мүсәпірмен байланысың жоқ баламысың? Алла сақтасын дедім мен, шошып кетіп. Байланысың дегенін күйеуің деген мағынада ғып. Оқуға бірге шыққан серік қана, басқа ешбір жақындығы жоқ. Ендеше ойыма келгенді айтайын шырағым. Жорға жүрісінен бұл болады, жаман жүрісінен құл болады депті. Мынау мүсәпір дегеніңнің жүрісі жаман екен. Осынша үлкен қаладан мынадай жаман адамның үйін іздеп кеп түскен. Тілімді алсаң мұнда тұра көрмес шырағым. Үйінде әйелі жоқ демесең, әлі де біздің үйге жүр. Елден бірге келген жолдастан ұлықсатсыз бөлініп кеткенім ят қой аға. Қандай оқуға келіп едің өзің? Аты жадымда жоқ аға, оны мүсәпір біледі. Қасында жатақханасы бар оқу болса, бүгіннен бастап көшіп ал. Апаң келген соң біздің үйде тұрарсың. Ал, мен кеттім деп, Аманжол атын бұра берді. Қимаған сияқтанып, томсарып төмен қараған мені де қимағандай, Аманжол қақпаға қаратқан атын тоқтатты да. Ал, қош бола тұр шырағым. Біреудің бесік табы арқаңнан, емшек табы аузыңнан кетпеген баласы сияқты екенсің. Жолың оң болсын дегеннен басқа не айтайын деп жүріп кетті. Осындай иман жүзді адамдар да дүниеде көп екен ғой. О, жасаған, мен сондайлардың арасында болдыра көр. Аманжолдың кетуін аңдып тұрғандай үйден күзен мен мүсәпір қосарланып шыға келді. Күзеннің иығында іші толы қап, ал мүсәпір мен кеттім деп ол қақпаға қарай жөнеле беріп, жақсы деп мүсәпір маған қарай жақындатты да, әлгі Аманжол дегеннің алымға тоймайтын адам көрінеді. Біреуді байсың, біреуді молдасың, біреуді саудагерсің деп, жоқты сылтау қып пара берсе тимей, бермесе салықты үстемелетіп сілесін қатыратын көрінеді. Әлгі күзен сияқты күнін зорға көріп отырғандарды тіміскілеп тауып ап, пара бермесе салықпен тұншықтырады екен. Манаға айтып тұрғандардың бәрі ықтырып алудың айласы екен. Мына бейшара оның көзіне түспей-ақ жүреді екен. Әдейі алып келгендей біз үстінен түсірдік. Енді күн көрсетпейді бұған деді. Ондай кісі сияқты емес қой дедім мен. Сөзіне қарама оның, ісіне қара. Егер бұл үй бүйгіна біреулер болса, біз айтармыз ол кісіге. Айтқаныңды тыңдаса. Біздің көңілімізді есектастың дыбысы бөлді. Үй жиналды, келіңдер деді ол. Кіріп көрсем жинайтында ештеңесі жоқ екен. Ортасын шыбалма пешпен бөлген үлкендеу бөлме. Төсенші, жасауы жоқ, ауыз бөлмеде қоқырсып жатқан ыдыс-аяқ пен самауыр, шашкелер, олардың үстіне быжына үймелеген шыбын. Төргі бөлмеге кірсек, сәкісіз соққан балшықтың үстіне құрғақ төселіп, оның үстіне қырық жамау ескі
кеңкеніп тастай салынған. Сол жақта тақтайдан тұрпайлау ғып құрастыра салған ағаш төсек, оның үстіндегі жамауы кір көрпенің астында, кір жастықтың үстінде кескіні есектастың аузынан түсіп қалған сияқтанған ап-арық қап-қара дудар шаш, кішкене қыздың басы қалтиып, көзі жылтырайды. Басқаша жасау, жиһаз, киім-кешек көрінбейді. Бұнда да құжынаған шыбын. Түн қатып келдіңдер ғой, деді есектас бізге. Жатып біраз ұйықтап алыңдар. Әлгі біреулердің бізді саудагер деп танытады ғой. Осындай бола ма саудагердің үйі? Келген қонаққа салып берер төсегі жоқ. Бәсе деймін-ау, деп мүсәпір оны қуаттап қойды. Киімдеріңді жастанып жатасыңдар. Ұятта болса, деді есектас. Енді амал қанша оған, деді мүсәпір. Жоққа жүйрік жетпейді дегендей, қайдан табасың жоқты? Қисайып көз шырмын алсақ болды. Сыпайы сырын жасырмайды дегендей, деді есектас. Расын айтқанда бұл саудагердің үйінде қазір ішетін ас та жоқ. Сендер оянғанша жортып қаладағы базарға барайын да сендерге жүрек жалғайтын бірдеме алып қайтайын. Үйтіп қысылмаңыз жеңгей, деді мүсәпір. Ұйқыны қандырсақ болды, одан кейін қаладағы асханаға барып тамақ ішеміз. Жоқ, сонда да қонғанша қонақ ұялады, қонғаннан кейін үй иесі ұялады дегендей, үйге түсіп қалған соң дәм таттырмауымыз ұят қой, әсіресе бәтестен. Менің атымды қайдан біліп қойған? Бұрын біздің үйден дәм татпаған бала. Сені қойш, сен өз кісімізсің ғой. Есектас жөнеле береді де, есік алдында тоқтап, қодық деп еді, әу деп төсекте жатқан кішкене қыз. Ұйықта сен де, ұйықтамасаң. Қонақтардың мазасын алмай, қимылдамай жат, жарайды, деді қыз. Есектас төргі бөлменің есігіне құрылған кір пердені түсірді де, әрі қарай кетті. Сен бәтес анау қодықпен бірге жатсаң қайтеді, деді мүсәпір маған. Жоқ, дедім, қодықтан да төсегінен де жеркенгенмен бұрышқа жерге қисаям. Ендеше кроваттың басындағы бұрышқа, жоқ, оң жақтағы бұрышқа. Мейлің, ендеше мен қисаяйын ол бұрышқа. Мүсәпір кроват басындағы бұрышқа барды да, пальтосын басына жастанып, бетін іргеге қаратып жатып қалды. Өз бұрышыма барып отырған маған, манағы қалпында жатқан қодық, мысық көрген жыландай қысық қара көзімен үн-түнсіз қимылсыз қадалды да қалды. Жатқым келе қоймаған мен, сол тесірейе қарауға шыдай алмағандай, түйежін жеңді қамзолымды басыма жастап, бетімді іргеге бере қисая кеттім. Бірақ қалғи алсамшы, көрейін. Біздің елдің шыбындары денеңнің ашық жерін жыбырлатқаны болмаса шақпайтын еді. Бұл үйдің шыбындары адамды сонадан кем шақпай, істеген жерін удай аштады екен. Оның үстіне қайдан кіргенін кім білсін, бұл үйдің ішіне ызыңдап қаптаған сарымаса. Иісі қоңысы көп үйде бірге де көп қой деймін. Әлденелер көйлегімнің ішіне кіріп ап, арадай талап барады. Тағы бірдемесінің шаққаны етіңде ит тістегендей ауыртады. Қандала дегенді бұған дейін көрмек түгіл естіген жоқ едім. Кейін білсем мынауы сол екен. Қандала бүрге, шыбын, маса сияқты жәндіктердің талауына түскенмен, өз денемен өзім арпалысып жатып, қалғып кетемде, дуылдаған денемді тырналап қайта оянам. Мүсәпірге қарасам, қорылдап ұйықтап жатады. Қызға қарасам, басын көрпесімен бүркеп алған. Бірақ оны да жәндіктер шағама немене көрпе астында тыпыршып бүлкің-бүлкің етеді. Осы бөлменің маңдайшасында тықылдап соққан дауысы төбеңді тескендей боп шынжырлы қаңылтыр сағат ілулі тұр. Бұлай қарасаң, оның жүрісі шапшаң ақ сияқты. Ал қалғып оянып бетіне қарасам, тықылдауы жылдам болғанмен, тілдерінің жылжуы шабан сияқтанып, жүрісі өнер емес. Мазамның бұл кетуі аздай-ақ бір кезде бұл үйдің ішіне шақырайған күн сәулесі түсе қалды. Бет қарап жатқан қабырғадан ол сәулені көргеннен кейін артыма бұрылсам, қарсы терезеден көрінген күннің жоғарғы жақ қызғылт ернеуі көкжиектен жаңа қылтиып келеді екен. Түріне қарап мен оны алғаш өрттің жалын екен деп қалғам. Қадала қарап жатсам, көтеріліп келе жатқан күн. Біздің торғайдың күні бұлайша шақырайып, сирек күндерде ғана шығатын еді. Бұл әдетте көкжиектегі тұмандау бұлттан көтерілетін еді. Егер ашыққа шыға қалса, жаңа түскен келіншектей лезде бетіне жұқа бұлтты бүркеніп, төркінін сағынып, оңашада жылап алатын келіншектей жеңіл ғана жаңбырын сіркіретер еді. Ол тек сәске көтеріле қызар еді. Сол қызуды жан жануар ауырсынар дегендей, ыстық күндердің көбінде салқын самал есереді. Қызылорданың күні басқаша екен. Көкжиектен жалыны лаулай шыққан, ол жоғарлаған сайын қызына түсіп, биіктеп алған шағында үйренбеген адамды дем ала алмастық халге келтіреді екен. Осылай қызына бастаған шақта самалға желпінейін деп тысқа шықсам, самал орнына ыстық жел соғып тұншықтырып жібере жаздады. Үйге қашып кіріп, төргі бөлмеге барсам, ұйқы жеңген бе, әлде үйге бұрын да талай қонып дағдалған ба, бөлме ішінің қапа боп кетуіне, үй жәндіктерінің мазалауына қарамастан, мүсәпір
манағы қалпымен қор-қор етеді. Қыз манағы бүлкілдеген қалпында әлі жатыр. Әрі пысынаған, әрі ұйқым ашылғанмен жуынып таранып дегендей азырақ желпініп алуды ойладым да, әуелі үстімдегі төс қамзолымды шештім. Содан кейін өрулі шашымды тарқатып тарайын деп, бұрымымды кеудеме қарай түсірсем, шындағы 2 теңгелігі бар шашпауым жоқ. Бұрымымның ұшы тарқатылып тұр. Әлгінде қисайғанда ғана бар шашпау. Оның қалиса қара жібіктен зып берген ұзын бауын тұлымымның түбіне шашыма қоса өріп, шаштың ұшына таяна тас қып түйіп тастайтынмын. Ол байлауым еш уақытта шешіліп көрген емес. Ендеше Қостанайдан пойызға мінер алдында тас қып өріп тастаған жолшыбай сол қалпынан былқ етпеген шашпауым қас пен қабақтың арасында дегенде қайда кетеді? Біреудің ұрлағаны ма сонда? Жын ба шайтан ба, ол біреу лезде білдіртпей ұрлап алатын. Әлде қалғып оянған шақтарында біреу аңдып тұрды ма екен? Сонда тастай қатты өріп түйген бұрымымды тарқатып шашпауымды алғанша оянбайтын өлікпін бе? Қош, ояна алмаған екем деймін. Сонда ұрлайтын кім? Мүсәпір дейін десем, жатқан қалпында қата қалған. Ұйықтаған түрі оянар адамдық емес. Және ұрлап қайтеді ол шашпауды. Ұрлағысы келсе, жолшыбай қайда қалды? Әлде анау бүлкілдеп жатқан кішкене қыз ұрлады ма екен? Қаршадай ол ұрлық дегенді білет деймісің? Ендігім алады. Басқа жан бұл бөлмеге кірмеген сияқты еді ғой. Шашпауымның қалай жоғалуын біле алмай басым даң болып кетті. Есім дұрыс па екен менің деп, өзімді өзім байқасам дұп-дұрыс. Ендеше бұл не? Қазақ қызына күміс жинайды. Сол күмістің ішінде адал және арам дегені болады. Адал деген күмістің 10 тиындығынан бастап 25 тиынның жарты сөлкебайын, 50 тиындық бүтін сөлкебайын 1 сомдық ішіне қоса. Дөңгелегінің қырлары иректелген сызық болады да, және бір бетінде қатын патшаның сүгіреті болады. Ондай күмістердің даусы сыңғырлап әдемі естіледі. Арам аталатын күмістердің қырлары егеудің жүзінде кертінді келеді. Дауыстары адал күмісте емес, жездей қаңғырлайды. Бір жағында еркек патшаның сүгіреті болады. Адалды қазақтар асыл күміс көреді, арамды жасық көреді. Кейін білсем, қатын патша дегендері Анна Иоанновна, Елизавета Петровна және бірінші Екатериналар екен. Олар шығарған күміс ақшаның сапасы кейінгі еркек патшалар шығарған күміс ақшадан жоғары болатыны рас екен. Қыз келіншектерінің киімдеріне күміс қадайтын білезік, сақина, жүзік, шолпы жасататын қазақтар, әсіресе ауқаттылар, адал күмісті ғана қолданып, мүмкіншілігі жеткенше арамын жуытпайды. Әжем менің шашпауыма жап-жалпақ қап-қалың 2 адал сөлкебай тақтырған еді. Қазір жоғалған шашпауымның маған күмісінің адалдығы емес, әжемнің өз қолынан жасатып бергендігі қымбат болды. Сақпаяшымда моншақтарым анау. Олар жоғалғаннан кейін мына 2 сөлкебай маған 2 шешемнің көзіндей, екеуін қосқан бауы жақсы жеңгем Қалисаның көзіндей көрінген еді. Енді ол көздерден де айырылдым. Осы ойдан өртеніп кетердей боп не істеуге білмей қалдым. Алдырған анасының қойынын ашат дегендей, қыз ұрлады ма деген күдікпен қасына бардым да, үстіндегі көрпесін жұлып алдым. Немене дегендей, жап-жалаңаш жатқан қыз атып тұрып, орнында шоқия қойды да, маған бажырайып қарай қойды. Жасы 6-7 шамасындағы бала екен. Талай арық баланы көре жүре, бұндай арық баланы өмірде кездестірген емен. Қайыстай қапқара денесінде сүйегіне жабысып қалған терісінен сүйек атаулысында, тамыр атаулысында санап алатын. Кескін түріне қарасам, ұйқысы әлде қашан ашылған адам. Жыланның көзіне ұқсаған кіп-кішкене қап-қара көздері маған қарап жаутаң-жаутаң кетеді. Басында дударланған қап-қара көмірдей шашы сең-сең тоқтының жүніне ұқсайды. Аты есінде сақталған қызға, әй қодық, шашпауымды алдың ба деп едім. Жауап берудің орнына өткір көздерін қадай түсіп басын шайқады. Бер алсаң деп жекіп ем, қыз да үн-түнсіз басын шайқады. Менің даусыммен оянып кеткен болу керек. О не бәтестет мүсәпір. Балшық басып қызарған көздерін уқалай басын көтеріп. Ұрыдан құтылмайтын болдым ғой, қайда барсам да дедім мен, жасқа булығып. Не болды? Болған оқиғаны өксіген дауыспен мүсәпірге әрең айтып ем, ол таңданғаннан басқа еш нәрсе дей алмады. Мен бұл үйден кетем дедім мүсәпірге. Ұсқыннан қорқайын дедім осы үйдің. Қайда барасың сонда? Көзім тілім аяғым бар кісі емеспін бе? Сұрай табармын. Нені? Оқу үйін. Шығып кетпек болған мені мүсәпір зорлағандай тоқтатып, күн түскен терезеге өз пальтосын, менің желеңімді құрды да, көлеңке бөлменің ішіне мені де отырғызып, өзі жақындау тұсқа отырып әңгіме айта бастады. Бетіңмен қаңғыруға болмайды бәтес деді ол маған. Қызылорда торғай емес, пәленшенің үйі, түгеншенің үйі қайда деп кім көрінгеннен сұрасаң, әне тұр деп айтып беретін.
Мұнда баратын жеріңнің көшесін, нөмірін білмесең босқа дасасың. Өйтпесен. Айттым ғой жолда, шаман келетін қай оқуға ниет етсең де өз қолымнан апарып орналастырам деп. Сол сөзім сөз. Қазір қалаға баруға мезгіл тым ерте. Барлық оқу орындары да мекемелер де бұл кезде жабық. Сағат жаңа ғана 7 болды. 9 кезінде ашылады олар. Оған дейін көшені босқа шарлаймыз. 8-ге дейін шыдайық, үй иелері келер оған дейін. Бұл үйге кіргенде шашпауыңның бары рас болса қайда кетеді ол? Қалғыған шағыңда бөгде біреу қымқыра жөнелмеуін кім біліпті? Айтайық, үй иелеріне олар іздестірер, мүмкін табар. Үміт дүниесі деген қызық емес пе? Үміттен айырылса не болар еді адам? Мүсәпірдің мүмкін табар деген сөзінен сөнген сияқты болған үмітім тұтанып, мен енді кетем деп арпалыспадым. Мүсәпір үй іші көлеңкеленген соң салқындауға айналды. Әлде қисайып мызғимысың деп еді? Жоқ, ұйқым келмейді дедім мен. Бұл үйдің іші бұндай жүдеу болмайтын еді деді Мүсәпір біраздан кейін. Жыл басынан бері кіргенім осы еді. Табысы жоқ байғұстар сатынып сұғынып дегендей, одан бері бар мүлкін ішіп жеп қойған ғой. Уақытында жігітақ болған жігіт. Совет орнағанға дейін бір байдың приказчигі де болған. Байсыз да күн көре алатын жігіт. Совет заманында еңбексіз күн көре аламадым. Еңбекке денсаулығы жарамаған соң ақ шаруасы шайқалып берекесі кеткен. Жаңғырық жалап ит тоймайды дегендей, базарда ескі құсқы сатумен қанша табысы болады дейсің. Одан әрі Мүсәпір күзеннің тәуір деген күндерін сипаттап кетті. Ол кеңесімен еліктіре алмаған көргеннен кейін сырты қара болса да іші сара деп Есектасты біраз мақтады. Маған бұларды босқа мақтап отырмаған боларсың. Мен осында тұрғызудың қаразы болар оның деген ой келді. Мүсәпірдің сөзін кесіп тастағым кеп. Қайтейін, бұрын кім болған? Қазір берекеден айырылған адамдар ғой бұлар. Ит байласа тұрғысыз деген үй осы дедім мен. Мүсәпір одан кейін күзе мен Есектас кеңесін доғарып, мені даярлық класына апарып түсірем деген институтты мақтап кетті. Бастығы Молдағали Жолдыбаев деп аяқтады бұл ұзақ кеңесін Мүсәпір. Таныс адам. Өзі бір деген коммунист. Биялайға жуық жақсы да кісі. Тәубәсін ішіне қосқанда оған сені қабылдатам. Сыртқы есіктен тықыр естілгенде, екеуміз құлақ түре бергенде, төсекте көрпесін жамылып, қимылсыз жатқан қыз апа деп бақырып қоя берді. Қыздың жылаған сияқты тұрпайы даусынан Мүсәпір екеуміз де шошып кеттік. Немене деген әйел даусы естілді ауыз үйден. Есектастың даусы сияқты. Апа деп жылаған қыз төсектен түсе берді. Немене күнішегім деп, төргі бөлменің есігінен Есектас кіре берді. Ұрды деп, шешесінің бақырып бас салды қыз. Кім деді шешесі? Анау, келіншек деді. Қыз мені қолмен нұсқап. Астапыралда қашан деді мен шошып кетіп. Ұрдың деді қыз бажылдаған даусымен баспалатып. Ұрмаса неге жыласын деді Есектас. Ол да білді, ұрған жоқпын жеңгей деді мен орнымнан түрегіп, қасына қарай беттеп. Шашпауым жоғалып соны сұрағаным рас. Не қылған шашпау деген Есектасқа мән жайын қысқаша айтып беріп едім. Мұнда келгенше жоғалтқан шашпауын ғой ол деді Есектас. Пойызда ұрлатқаныңды білмей қалғансың ғой. Олай емес жеңгей, бұл үйге келгенде бар, анау бұрышқа қисайып жатқанда бар. Қайда кетеді ендеше? Тышқаннан басқа жан мақұлық бұл үйге жоламайды. Сонда менің мынау шынашақтай балам ұрлат деп тұрмысың? Желге шама енді дедім мен. Ойбой деді Есектас таңданған дауыспен. Еліңнен неге шығып жүр десем, осындай пәлеқорлығыңнан шығып жүр екенсің ғой. Олай деме жеңгей деді Мүсәпір. Пәлеқор кісі бұл емес. Мен де қызың алды демеймін. Жап-жас бала қайдан білсін ұрлықты? Көрші қолаңның біреуі алған болу керек. Бәтестің қалғып жатқан шағында кіріп. Қояйық осы кеңес дедім мен. Шашпау менікі ғой, барсын, салауат. Кім алса да ас айтарым, тамағына тас болып қадалсын. Жаман қатын қарғысшыл деп, жас басыңнан қарғысшыл екенсің деді де, қызын көтеріп қолына алған Есектас ауыз бөлмеге шығып кетті. Алған сол қыз екен дедім мен Мүсәпірге. Оны қайдан білдің? Әлгі ұрды деп жылауынан, ұрмақ түгіл денесінде қолымды тигізген жоқпын. Біздің ауылда дәл осындай ұрғыз болушы еді. Жиын тойда жанасып кеткен қыз келіншектің үстіне қадағын моншағын үзіп ала қойып, алдың ба десе, бай баламсап жылап қоя беретін. Сонысынан қорқып, алдырған адам біле тұра үндемейтін. Егер үндемейін десе, әлгі Есектас сияқты жалақор шешесі баламды ұры қылдың деп, бай баламсап, жоқшы адамды балағаттап, үйді басына көтеретін. Сонысынан қорқатын жұрт. Тимеңдер кәпірге, қызыл көзді пәлеге жуымаңдар десетін. Мынау қызда шешесі де дәл сол. Есектас бізге аздан кейін шай даярлап берген болды. Базардан әкелдім деп, оның дастарханға тураған наны тандыр аталады екен. Бірінші рет көрген наным. Жобасы біздің елдің табан нанына ұқсайды. Бірақ негізі солай ма, әлде кеуіп қалған ескі нан ба, шайнасаң сағыздай созылады да езілмейді.
кесеге құйып әкелген аппақ қою бірдеменің атын иншалла дейді екен. Дәмі тәтті болғанмен ірің сияқты көрінген бұнысын аузыма салдым да түкіріп тастадым. Құмшекер деген сап-сары бірдемесін қайнатқан ұсақ қант деп ұсынып еді, дәмі күйік татиды екен. Қойдың тоғышар шегі сияқтандырып өрілген бірдемені қауыншек дейді. Ол да тәтті сияқты. Мен өзім тәттіге үйір емеспін де. Дастарқан үстінде қант тұрғанда шайды онсыз да шеберетінмін. Сондықтан есектастың дастарқанына қойылған бұрын көрмеген тәттілерді де жемей, нанын да жемей, жалғыз кесе қара шай іштім. Сағат 9-ға жақындай мүсәпір екеуміз институтқа кетпек болдық. Күн тіпті қайнап кеткен деді оның алдында тысқа шығып келген мүсәпір. Көйлекшең жүрмесе шыдамас адам. Сыртқы киімдеріңді тастап кет мұнда. Жоқ, тастамайым дедім мен. Неге? Бұл үйге мен енді сүйресе де келмеймін. Барлық киімдеріңді ала кетем. Келмесең келмессің деді мүсәпір. Кейінірек мен келіп алып кетермін. Ыстықты арқаламай тастап кете тұр. Тастамайым дедім мен. Пәледен масайық қашыпты дегендей. Бұл үйде менің қайтып оралмастай боп қашқым кеп тұр. Шашыма өрген бауымды ұрлап алған бұл үй киімдерімнен түк қоймас. Үйде қолдан тіккізген киімдерім еді. Тіккен адамдарды көздеріндей көре тұрайын. Бұған дейін тон алуым да жетеді. Бұл не тымтырыс? Желеңім мен жеңді қамзолымды қолтықтап, көйлек сыртынан жеңсіз қамзолымды киіп, мүсәпірмен тысқа шықсам, әуе айналып жерге түсті дегендей, бұлтсыз аспанда шаңқиған күннің күйіп тұруы сұмдық екен. Басымда жекелеу құндыз бөркім барды. Аяғымда шылғаулы етік. Күнге күйсе, шашыңның түсі кетеді деп әжем бөркімді басымнан алдырмайтын. Бәтеңке дегенді ол кездегі ауылдың қызы кимейді. Қызға аяғын көрсетуге болмайды деп, қыз болғаннан кейін әжем етігімді де төсекке жатқаннан басқа уақытта тастатпайтын. Елде жүрген уақытта күн қанша ыстық болғанмен бөркім басымды, етігім аяғымды пысынатпайтын еді. Енді күзеннің үйінен шыға, төбемнен төмен қарай сорғалай жөнерген тер бақайшымға бірақ тоқтағандай боп, отқа қақтаған мұздай ерідім де кеттім. Сол халымды көрген мүсәпір, айтсам тіл алмадың ба тестеді маған. Әлі де айтам, тастап кетші қолтығыңдағы киімдерді. Жоқ, тастамаймын. Ендеше мен алып жүрейін деп мүсәпір қолтықтағы киімдерімді еркімнен тысқары суырып алды. Жеңсіз қамзолын мен бөркіңді өз қолың ал деді ол маған. Алмаймын. Неге? Терлік кеттің ғой. Оқас жоқ дедім мен. Іштей ойлап тұрғаным, ертеректе біздің елде қажылыққа барған бір топ адам жұқа киімнен ыстық өтіп қырылып қалғанда, Алдайбай деген қазақы кісі жылы киімнен күн өтпейді деп, аяғына байпақты етік, үстіне қалың жүн күпі, басына түлкі тымақ киіп ап, елге өлмей келді десетін. Менің де сол алдекең құсап ыстықтан жылы киіммен қорғанғым келді де, денедегі киімді жеңілдетудің орнына мүсәпір қолтықтаған бешпентімді сұрап ап, сыртымнан киіп алдым. Мүсәпір, жұрт күледі ғой бұныңа деп күліп еді, күле берсін дедім мен. Күлгеннен өлген қиын болар. Мүсәпір бастаған жаққа қатарласып жүріп келем. Тұла бойымнан тер сорғалап келеді. Ішкі киімдерім денеме жабысып қалғандай боп, жүруіме бөгет жасайды. Қонышымнан су құйылғандай, аяқтағы шылғауым да былжырап кетті. Ал күн жоғарылаған сайын қайнай түсіп, ішіңе тартқан ыстық леп, кеңірдегіңді күйдірген сияқтанады. Мүсәпірдің өзі мынадай ыстыққа үйреніп қалған адам ба, әлде терлемейтін кісі ме? Жылтыраған бетінде жалғыз тамшы байқалмайды. Киіміңді жеңілдетсең қайтеді дейді менің ауыр халімді көрген мүсәпір. Оның сөзі көңіліме ұялағанмен, тер мен денеме жабысқан ішкі киімдерінен ұялам да. Ештеңе етпейді деген болам. Күзеннің үйінен қала деген көп жер екен. Мүсәпірдің ал енді кірдік қаланың шетіне деген сөзінен бастап тағы бір пәлеге ұрындық. Қызылорда жерінің бос топырағы бұрқылдақ келеді екен. Жолшыбай жолыққан бірен саран көліктердің аяғынан көтерілген бозғылт шаңның өзі құмықтыра жаздап еді, енді қалаға кіре, ерсілі-қарсылы жүрушілер көбейіп, бұрқыраған шаң қалың тұман болды да кетті. Және жай тұман ба ол? Аузы мұрныңа толатын шаң емес пе? Ып-ыстық шаң. Мұндай шаңға үйренбеген мұрным әлсін-әлсін түшкіртіп мазамдалған соң, аузымды ашсам, қою ыстық шаң көмекейіме құйылып, қақалып өліп қала жаздаймын. Содан кейін түшкірсем де аузымды ашпаймын. Шаңның толас жерінде маған көзі түскендер, мына қызды қараңдар, күн күйіп тұрғанда оранып шымқанып алған деп, пысынамай қалай келеді деп, қыстың масағы қалған қыз емес пе өзінде деп, елден жаңа келген бір сорлы да деп, есалаң қыз болмасын өз деп, күлісіп өтеді. Біраздан кейін шаңға да үйреніп жан-жағыма көз тігсем, есек мұндай көп болар ма Қызылордада? Ерсілік-қарсылы жосылған есекте қисап жоқ. Көбінің үстіне отындар, шөптер, толтырылған қапшықтар артылған. Кейбіреуіне өзінен үлкен добалдай кісілер мініп алған. Енді біреулеріне әлдегімдер мінгесіп алған. Соншама жүкті көтеріп,
Маймаңдай басатын есек не деген мықты мақұлық еді. Өз денесі сиықсыз есектің құлындары әдем болады екен. Оның атын қодық дейтінін, бір адамның екінші адамға қодығың адасып қалды деген айғайынан анау адамның есектің адасқан құлынын алып келуінен білдім. Қаланың орталығы деген тұста шаң бәсеңдеді. Мана есектас нишалла деп атаған аппақ нәрсе бұл кешеннің әрбір ұшында үлкен қазандарда лық толып тұр. Сатып алғандардың ыдысына иесі ожаумен іліп ап беріп жатыр. Жан-жақтан нишалла деп шулағандар құлақты тұндырарлықтай. Базары жақын көше ме, әлде көшелерінің тәртібі сондай ма? Қолдарыңа әр түрлі киім-кешек ұстап алыңдар деп дабырласқандар қойдай өреді. Мүсәпір кідіріп, киімдерің ұрланып кетті ғой, үстіңдегіні ауыстыратын киетін көйлек көншек алмаймыз ба десе, қайтесіз оны дей салам мен. Тегі менің ішкі ниетім сатып алуын жақсы көріп келе жатыр деп жорған болу керек. Мүсәпір бірер жерде осыны алам деп етек жеңі сымдай көйлектерге сөйлесе бастаса, кимеймін ондай көйлекті деймін мен. Ендеше матадай әперемін, біреуге тіктіріп аларсың дейді мүсәпір. Сөйтіп отырып, әлдене бақшаға кіріп кеттік. Ондағы ағаштардың көлеңкесімен жүріп отырып, әлдене алаңға жеттік. Соның шығыс жағында тұрған терезелері көп, сұрғылт кірпіштен қаланып, төбесінің қаңылтыры қызыл бояумен боялған ұзынша үйді институт осы деді мүсәпір. Үйге кірсек, коридоры толған жастар екен. Ішінде ұлдар да, қыздар да көп. Кей қалаша, кей ауылша киінген. Өзіндей оқуға келгендер деді мүсәпір маған сыбырлап. Олардың арасынан өтіп бара жатып, әлдене бөлмеге таянғанда, Жолдыбаевтың кабинеті осы деді мүсәпір. Сен тұра тұр, мен кіріп шығайын. Ол бөгеліңкіреп барып шықты да, жүр көрсетейін, таныстырайын деп мені шақырды. Екеуміз кірсек, сол жанында үстінде кенек қамзолы бар, шашында сақал мұртында тақыр ғып қырыққан, семіз денелі жалпақ бетті, қалың ерінді адам отыр екен. Столдың бер жағында бірер мосқал кісі отыр. Осы қыз ба деді жуан, мен есіктен кіре. Я молдеке деді мүсәпір. Маған Молдағали Жолдыбаев осы деп сыбырлап қалды. Молдекен қасы қалың қабағын бір көтеріп, бір түсіріп, томпақтау үлкен көзімен денемді бастан аяқ шолып алды. Бүлдіршінде әп-әдемі бала екен деп күлімсіреген кескінмен серіктеріне, бұндай қызды ауылдың қу белсенділері жолдан қағып қаланың оқуына жібермейтін еді. Бұдан қапыда қалай айырылып қалды екен? Бірталай мәні бар Молдеке оның деді мүсәпір. Сізге кейін айтармын. Қайтесің айтып деді Молдекең. Жұрттың биографиясын жинап драма я роман жазғалы жүрген кісі емеспін. Ауыл оқуға қыздарының шетке шығарған мегежіндерін ғана жібермей, мынау баладай сымбатты сұлуларын араластыра жіберсе болғаны, әрине түр-тұлғасымен, кескін кейпімен ақылды болмайды адам. Орыстың қазіргі әйелдерінде Лидия Сейфулинадан сыйқсызы және кескінсізі жоқ. Ал жазуға одан күштісі жоқ. Анна Караваева да жақсы жазушы. Бірақ ол сымбатты да сұлу адам. Қай елдің болса да әйелдерінде осындайлары аралас келеді. Орыстың қазіргі оқушы қыздарын алсаң да сондай аралас. Ал әзірге оқуға келген қазақ қыздарын алсаң, көбі түрсіз. Қыздарымыздың бәрі осылардай дейін десең, осы Қызылордадан ауылға беттеп шықсаң ақ, нелер сұлу қыз келіншекті әр жерде кездестіре бересің. Соған қарағанда ауылдың қулары оларды қалаға жеткізбей қағып алатын сияқты. Молдеке деді қасындағылардың мосқалдау біреу күлімсіреген кескімен. Молдағалиға қарап, мені қолмен нұсқап, анау баланың аяғын талдырдың ғой, сұлулықтың философиясын айтам деп. Әрі қалаға жаңа келген баланың сымбатына сын айтам деп ұялтып. Немене ұялғаны бар деді Молдекең. Жақсының жақсылығын айт, нұры тассын, жаманның жамандығын айт, құты қашсын деген. Біреудің бойында бар сұлулығын айту ұялту емес. Отыр шырағым деп Молдекең маған анадай жерден орын нұсқап еді. Мен сыпайылық көрсетіп отырмай, рахмет айтқандай басым дейдім. Ибалы бала болсаң көп жаса, бақытты бол деді де, ал шырағым деді Молдекең. Маған енді байсалды кескінмен. Ту алыстағы торғайдан келген қыз екенсің. Сен алмағанда кімді аламыз оқуға? Институттың даярлық курсының біріншісіне түсесің. Оған да 6 жылдық білім керек. Ал сенікі 4 жылдық екен, солай ма? Солай дедім мен. Ынта қойып оқысаң бірінші даярлағыш курсты алып кетуің мүмкін. Жете ме оған ынтаң? Тырсып көрем. Әкеңді мүсәпір айтты, білем ол кісіні. Енді азып кетпесе бұрын зиялы адам болатын. Оқуға түсер алдында қояр шарты мынау болады. Институтты бітіргенге дейін институттың қызы боласың, яғни қамқорлығыңды институт мойның алады. Оған дейін оқудан басқаны ойламайсың. Басқа не ойлар дейсің деді қасындағылардың жастауы күліп. Айтпа, сөз емес сөз деді Молдекең оған шекіп. Ұлы сөзді ұяттық жоқ дегендей бой жетіп қалған қыз емес па бұл?
Сұлуға құмарлар қалада да қаптап жүрмей ме? Солардың біреу басына айналдыра қоймауын қайдан білесің? Рас айтам шырағым, деді Молдекең маған қарап. Институтты бітіргенше жігітті ойлама, оқуды ойла. Жігіт ешқайда қашпайды, оқу қашады. Оқуды жасыңнан осы бір шағында ұстап меңгеріп алмасаң, біраздан кейін қандай жүйрікке мініп қусаң да жеткізбейді. Түсінікті ме? Түсінікті, дедім мен. Ендеше жас қабылданды деді Жолдыбаев қасындағылардың жастауына. Экзаменші, деді ол жымиып. Қайтесің? Торғайдан келген қыздан экзамен сұрап. Ала бер. Оқи алмаса өзінен көрер, бара бер қызым, деді ол маған. Аты жөніңді ертең кеп жаздырарсың да, тиісті қағаздарыңды аларсың. Бүгін қол тимей жатыр. Рахмет аға, дедім мен. Молдекеңе басымды иіп, есікке қарай беттей беріп. Тұратын пәтерің бар ма, деді ол артымнан. Жоқ, дедім мен тоқтап, артыма бұрылып. Ендеше ертең жатақханаға да аламыз. Бүгінші бара тұр. Тысқа мүсәпір екеуміз бірге шықтық. Не деген жақсы кісі әлгі Молдекең, дедім мен. Иә, жақсы кісі. Әлгі сөздері қалжыңы. Солай ойнап отыруды ұнататын адам. Көңіліңе ауыр алған жоқсың ба ол сөздерін? Неге, дедім мен. Ақыл сөздерді ауырап. Жындымын ба? Ең жанашыр адамның сөз емес пе айтқандары? Ал енді бір жерге барып тынығуымыз керек емес пе, деді мүсәпір. Әрине, дедім мен. Шаршаудан бойым салғыр тартып, ұйқыда торлай бастағандай боп есінеген мен. Бірақ қайда? Күзеннің үйіне жайсыз кезінде апарам деп шошытып алдым ғой өзіңді. Енді ғой бармайсың оған. Басымды кессең де. Ағасының үйіне барамысың ода? Қайдағы? Айттым ғой таңертең. Бұның Қарсақ деген ағасы бар деп, осы қаланың орталығында тұрады деп айтқасың. Бірақ інісі анадай, ағасы қай жөнді дейсің? Олай деме. Бір биеден алада туады, құлада туады демей ме қазақ? Бірге туған апаң, кәкең мен өзіңнің араң қандай? Бұлар да сол сияқты. Ғажап, жақсы кісі Қарсақ. Әйелі бөдені де қадірлі кісі. Екеуі де меймандос, қонақжай, барын қонаққа беретін, дастархандары кең, қолдары ашық адамдар. Нанбасаң барып көрейік. Өзге таныс үйің жоқ па? Таныстар бар, бірақ олардың бәрі бірдей пәтерші жібере бермейді. Және үсті басымыз кір қоң дегендей, бұл қалпымызбен қайда барамыз? Қарсақтың үйі иіс алмастау. Ертең жатақханаға орнығатын болдың ғой. Бүгін сол үйде болайық. Оқас жоқ, дедім мен, мүсәпірді бетке қаға бермейін деп. Ремонт болып жатыр деп едің ғой, пәтерінде. Онысы бітті ме екен? Бара көрейік. Қарсақтың пәтері қызық жерде екен. Кең орамда айналдыра салған тапалтақ, төбесі жайпақ, тұтас үйлердің біреуінде де көшеге қараған терезе жоқ. Төрт қабырғасының қай жағынан қарасаң да сұр балшықтан тұтастыра соққан кескіндіксіз қорған сияқты. Қақпасы бірақ жағында, өзге жақтары тұтасқан қамау. Сырты тұтас қамаудың ішкі қабырғалары да тұтасқан қаз-қатар үй. Сол көп үйлердің жиі жасалған есіктері мен терезелерін алыстан қарағанда араның ұясы деп ойлардық. Осындай тұтас үйлер қоршаған кең қораның орталығында есіктері ғана бар. Терезелері жоқ, тағы бір кішірек тұтас қорған тұр. Ол айнала отырған көп үйлердің отын су сияқты қажетті жабдықтарына арналған сарайлар екен. Қаз-қатар жасалған көп үйлердің біреуінде тұратын Қарсақтың пәтері бұл кезде ремонтталып боп, иелері ішіне кірген екен. Қарсақ деген салбыраған бұғағы кеудесіне түскен, сақал-мұртын қырған, бет-бейнесі кішігірім табақтай, сол беттің үстінде үлкен картопқа жабыса өскен түймедей боп, қасқабасы шошая қалған, жуандығына анау-мынау кісінің құшағы жетпейтін семіз, саусақтары быртиған, қысқа бір балаға 5 пұт бидай сиятын, қаптай кең кедеп шалбары мен қазақша кең қып тіккен ақшұбар ситса көйлегінің оң жақ шекесіне жантайта киген өзбек тақиясының кірден мөрі көрінбейтін, түйенің табандай жалпақ аяғына әлдене шәркені іле салған, қолтығындағы қолаңсасы мен аяғындағы күсінің сасық иісі бұрқыраған, мейлінше денелі, мейлінше салақ нас адам екен. Ал оның әйелі бөдені десе бөдені, кіп-кішкене, қап-қара, доп-домалақ, сеп-семіз, жылтиған біреу. Күйеуіне еліктеу ме, табиғаты солай ма, ол да кір қоң боп жалаң аяқ жүретін адам екен. Біздің торғай елінде бай болсын, кедей болсын, кәрі болсын, жас болсын, жалаң аяқ жүретін әйелді кім көрген? Сол қалпымен дөп-дөңгелек қоп-қоңыр кескіні әп-әдемі. Кішкентай көздері мөлдіреген қап-қара, кішкене мұрны да пістедей қырлана қойыпты. Бүрілген кішкене аузында тізбектелген тістері маржандай аппақ. Жіңішке қою қара қасы да қабағында иіле қапты. Осы кескінімен таза жүрсе қараның сүйкімдісі болар еді бұл әйел. Салақ әйелге қор болған қайран ажар. Мүсәпірдің айтқаны расқа шықты. Қарсақ та бөдені де менің кім екенімді білгеннен кейін бауыр екенсің ғой деп жылы жүзбен шүйіркелесе кетті.
Қарсақ біздің үйде болып сый құрмет көрген, әкемді де, әжемді де жақсы білетін адам болып шықты. Жатақханасы құрысын деді ол маған. Біздің үйде тұрып оқи бер. Жаңа үйіміз күзге дейін бітеді. Оған дейін осы пәтерде тұра бер. Кең сарайы бар, үйі бар. Әзірге сыйсып жата тұрамыз. Көп жанымыз жоқ, екі-ақ баспыз. Бала болмаған жоқ. Мал таппас жігіт болмас, құрарын айт. Ұл таппас қатын болмас, тұрарын айт дегендей, анау жеңгең ұл да қыз да тапқан адам. Бірақ еш қайсысы тұрған жоқ. Жап-жас сияқты көрінген адам сонша баланың анасы болғаны ма? Жақсы болсаң баламыздай да болып кетерсің. Бұл сыпайылық сөздерге мен жауап қайырған жоқпын. Жатақхананың да, бұл үйдің жайын да көріп, тоқтамға асықпай келуді ұйғардым. Ремонты жаңа біткен пәтердің іші әлі жиналып болмай ыбырсып жатыр екен. Оған түпкілікті орнайтын жасаңдау, ерлі-зайыпты адамдар, қонақты жаратпайтын кірбіңдеу кісілер екен. Оның үстіне үйдің ішіне жаңада ғана жағылып, әлі көкшілденіп кеуіп үлгермеген ізбес көзді жеп жібере жаздайды екен. Есігін жапса тастай қараңғы сарайдың іші де былығып жатқанмен ауасы үйден жеңілдеу сияқты. Сондықтан танысып болғаннан кейін, шайға қанып, нанға тойып алғаннан кейін, Бөдене мен Қарсақ маған, енді тынық шырағым. Үй мен сарайдың қайсына тынықсаң да еркін деп еді, мен сарайда қаладым. Есігін жапқан қараңғы салқын сарайдың ішіне, жерге салып берген төсекке киімшең қалпымен қисайсам, қатпын да қаппын. Біреу оятқанға қарасам Бөдене екен. Жақсы ұйықтадың шырағым, деді Бөдене. Күні бойы ұйықтадың. Күн намаздыгерге таянып қалды. Қалған ұйқың болса, алдыңдағы түн бар. Ұйқыңды аш, жуын, ас та пісіп тұр. Мүсәпір де келді базардан. Ұйықтаған жоқ па ол кісі? Кешке бірақ ұйықтаймын деп базарға кеткен. Саған көйлек көншектік маталар әкепті, тағы бір киімдерді әкепті. О несі деп ойлап қойдым ішімнен. Маған деп киім алма дегенім қайда? Бірақ бұл жайда Бөденеге сыр берген жоқпын. Киініп сыртқа шықсам, батысқа еңкейген күн үйдің тасасына түсіп, қораның көлеңкелі іші салқын тарта бастапты. Жақын жерде көгілдір түсті шолақ дамбалмен ғана жап-жалаңаш жуынып жатқан, тыртиған арық денеге көзім түссе, мүсәпір екен. Бұл қалпында ұсқынсыз-ай. Жуынып желпініп дегендей жайланған бізге ас сарайға әзірленді. Әуелі Бөдене екеуміз оның ішінде ыбырсыған нәрселерді жинастырып, дастарқанда содан кейін төседік. Саған дейіп әдейі балау бастын, деді Бөдене. Балау дегенде естігенім болмаса көрген емен. Біздің елде ауыл қыдырған біреу әлдегімнің үйінде отырып қалса, немене сонша бөгеліп, балау басып берді ме дейтін еді. Соған қарап балауды тәтті бірдеме болар деп ойлаушы едім. Енді көрсем күріштен жасап, ішіне тауықтың етін мүшелеп салған, өрік, мейіз қосқан кебір тамақ. Біздің ел күріш шекпейді. Оның не нәрсе екенін біз ана жылғы аштықта жәрдемге келгенде көргенбіз. Сонда басқа тамақ жоқтықтан жеген біздің ел, тоғайғаннан кейін жемей жатып қарында шырат, өзі су татиды деп қазына жіберген күрішті алмай қойған. Біздің ел оны ботқа қып пісіретін. Бөдене пісірген балаудағы күріштің дәндері езілмеген, түйіршек қалпында жүр. Бұл қалай десем, ең жақсы піскен балаудың дәні осылай түйіртпек болады, дейді Бөдене. Таңертең күзен үйінде жеген тандыр атты нанның да қалай пісуін Бөдене көрсетті. Қорадағы төбесі қол шатырдай боп дөңгелене салынған пештің ішіне от жағып кірпішін қыздырады екен де, күлінде шоғын да алып тастап, қызған кірпішке нанның қамырын жапсырады екен. Ол лезде пісіп қап, орнына тағы да қамыр жапсырады екен. Илеуінен бе, жаңалығынан ба, бұл тандыр тамаша дәмді екен. Тегі күзен үйінде жеген тандыр қатып қалған ескі болу керек. Балауға тойып, шайға қанғаннан кейін, ал бәтес күн кешкірді, бақшаға барып қайтсақ қайтеді, деді мүсәпір. Бақшасы несі? Жұрт серуендейтін орын. Мен не алам одан? Тоқталмайсың, деді мүсәпір күліп. Серуендеп көңіл көтересің. Мен бармайым, дедім. Неге? Шаршап отырмын дей салдым. Ендеше өзім барып келейін, деді мүсәпір. Сен тынықсаң тынық, шаршадың ғой, ұзақ жолда. Күндіз жақсы ұйықтап алдың ғой, біразға дейін жата қоймассың. Сен Бөдене жеңгей бәтестің ояу уақытын пайдалан да, әлгі бір базардан әкелген кездемелерді пішіп, үлгергеніңше тіге бер. Өзім піше де тіге де алмаспын, деді Бөдене. Менің олақ пішіп тіккенім бәтеске намаз, көршіде шебер қатын бар. Аяқ машинасы да бар, лезде зырылдатып бере қояды. Ендеше сөйт, міне маталар деп алдымызға әкеп тастаса, бір көйлектік бай, бір көйлектік шайы және бір көйлектік қарала жібек екен. Осынша несіне шығынданғансың дебем, қарызға, деді мүсәпір күлімсіреп. Оқуыңды бітіріп қызметке орналасып, ақшаны көп тапқанға дейін. Ұзаққа қарайды екенсің, қайным, деп қойды Бөдене де жымайып. Қалжыңдаймын жеңгей, деді мүсәпір. Борыштанатын кісім емес бұл бәтес менің. Жақын кісім.
Оның жайын кейін айтармын. Чемоданға салған киім-кешектерін жолда ұрлатып алған айттым ғой мана. Қазір ауыстырып киетін де жоқ. Мына көйлектер тігілсе, екеуің Моншаға барып қайтарсыңдар. Мақұл деді Бөдене. Ал мен кеттім деп мүсәпір жөнеле берді де артына қайта оралып. Ұмытып барады екем ғой, Бәтес деді маған. Бәтестің бөркі Қызылордада ауыр болған соң, бір әдемі кестелі тақи алып едім. Етігі ауыр болып жүрген соң, бәтеңке кимес деп, аяғына жеңіл болар деп кестелі кебіспен мәсала қойып едім. Мүсәпір әкеліп көрсетсе тақиясы да, кебіс мәсісі де сәнді екен. Қарадай шабылыпсың ғой қайным деген Бөденеге, демің ішінде болсын деді мүсәпір. Ақша жетеді, жақын кісіміз, оқасы жоқ. Мүсәпір шығып кетті. Қазақта бір әңгіме бар. Әлдегім қойдың тұтас құйрығына у сеуіп, қасқырдың апанының маңына тастайды да, өзі жақын жерде тығылып аңдып жатады. Апанына келген қасқыр құйрықты көреді де, бұл не деген батпан құйрық, далада тегін жатқан құйрық деп, қомағайланып асап қояды. Аздан кейін қасқыр уланып құлағанда, аңшы у салғаным батпан құйрық, қасқыр оны қапқан құйрық, сілесі содан қатқан құйрық деп сорлаңды соғып алады. Сол айтқандай мүсәпірдің бұл мырзасуы қай мырзасу? Бөдене маталарды көтеріп, мені ертіп, көршісіндегі тігінші әйелге апарып еді, мән жайымды сұрастырып алғаннан кейін, жақсы айналайын, қазір тігіп берейін деді. Көйлектерді өз өтінішімен қазақша пішіп, биенің бір сауынында үшеуін де тігіп берді. Бұл да Қалисадай қолы аса епті адам екен. Көйлектері үстіме қона да жараса да кетті. Ал енді Моншаға барайық деді Бөдене маған. Оңаша түсетін Монша ма? Бұндай үлкен қалада ондай Монша болмайды. Көпшілік түсетін Монша ғана болады. Оған мен бармайым. Неге? Ұялам. Кімнен? Бәрде әйелдер болады. Сонда да. Бөдене қанша түсіндірем дегенмен мен көнбедім. Қалай көнем? Әжемнің бойыма сіңірген тәрбиесі бойынша балалық жастан өткен әйел өз ерінен басқа жанға, беті мен қолының басынан басқа ешбір денесін ашық түрінде көрсетуге тиісті емес. Денеңнің кірін қалай кетіресің деген Бөденеге. Оңаша жерге барып құмаммен құйынып аламын дедім. Іңірде сарайдың бір бұрышына солай жуынып алдым. Ұлы сөзді яттық жоқ дегендей, маған ендігі қиыны дәрет болды. Қалада дәретхана дейтін орын барын Қостанайда көргем. Оның өзіне амалсыз барып, иісінен құсып өліп қала жаздағам. Ал мына қорада ол да жоқ екен. Тұрғын әйелдерге қарасам, көрінген тасалау жерге барып отырып жүр. Ауылда алты қырдың астына дегендей, жан көрмейтін таза жерге кетіп қалатын мен бұндай қыспаққа қалай отырмақпын? Оның үстіне қораның ластығын көргеннен кейін иісі мүңкіп кеткен сияқтанып, жайдан жай ал кеп құс. Мүсәпір мен сарайға жатып қалған шақта келді. Бұрын осы сарайда жататын ек деген үйлері бүгін пәтерлеріне қонып, сарайға Мүсәпір екеумізді оңаша тастады. Қазақта жігіт қонған үйінің бойжеткен қызы болса, қабылдасын қабылдамасын түнде жұрт ұйықтағанда қасына бару әдеті барын білем. Біздің үйге қонған кейбір жігітте сөйтем деп менен шапалақ жегені бар. Қарсақ мен Бөдене Мүсәпір мені сарайға жатқызған боп, екеумізге екі бұрышқа орын даярлаған соң, шымнен бұлар не істеп ойлаумен қатар, Мүсәпірді сынау ниетімен қарсы болған жоқпын. Мен оңаша жатқан сарайға кешірек қайтқан Мүсәпір сөйлене кірді. Бәтес, ұйықтадың ба деді ол, сарайға кіре ақырын дауыспен. Жоқ дедім мен. Неге деді ол, қалтасынан алған сіріңкенің шырпысын бірінен соң бірін тұтатып. Күндіз ұйқым қанып қапты. Ендеше мені ұйқы басып келді. Төсек бар ма екен маған? Бар, анау бұрышта. Қане деп еді, Мүсәпір сіріңке жарығымен төсегін көріп алды, есікті жауып ал, мен кеттім деді. Кешікпей оның қорылдаған дыбысы естілді. Мүсәпірден сақтануымнан ба, әлде күндіз ұйқымның қануынан ба, мен таң аппақ боп атқанша бақырайып жаттым да, одан кейін тысқа шықтым. Айтпақшы, Қарсақтың сауын сиыры барды. Бөдене ерте тұрып сиырын сауып боп, қала шетіндегі табынға айдағалы жатыр екен. Мен оған ере кеттім де, әлдене кең бақшаның ішіне кіріп, көкке аунап, желпініп, таранып дегенде мейлінше рахаттанып алдым. Қайтқан жолымызда Бөдене маған жаңадан салып жатқан үйлерін көрсетті. Ертеректе әлдегімнің жұрты болған. Бұзылған кең ауласының ішіне жеміс ағаштары өскен, ұңғыл-шұңғылы көп орын екен. Осы үй бітсін деді Бөдене. Содан кейін ағаң айтқандай бізбен бірге тұрарсың. Төргі бөлмені саған беріп қоярмыз. Ағаң екеумізге ауыз бөлмеде жетеді. Оны көрерміз дедім де қойдым мен. Бөдене екеуміз қаланы аралаңқырай отырып, сәске көтеріле келсек, Қарсақ та Мүсәпір де тұрып, Қарсақ самауырға шоқ салып жүр екен. Қалай қайным, жақсы ұйықтадың ба деген Бөденеге өте жақсы деп жауап берді Мүсәпір. Талай түн шала болған ұйқының есесін салқын сарайда бірақ түнде қайтардым. Шайдан кейін Мүсәпір екеуміз институтқа бардық та, қажетті қағаздардың бәрін реттеп болдық.
Содан кейін мүсәпір маған жаттаханаға барам десең де еркің, Қарсақ ағайдың жаңа үйі біткенше манағы пәтерінде тұра берем десең де еркің деді. Жаттаханаға барайын дедім мен. Жалғыз ғана шартпен деді мүсәпір. Қандай? Жаңа үй біткен соң соған көшесің. Ұлықсат етсең мен де сонда тұрып, етпесең басқа пәтерге шығам. Маған сенің жайлы тұрғаның керек. Қалпыңды байқадым, сен жатақханада тұра алатын кісі емессің. Көреміз дедім мен. Орналасуын орналасқанмен жатақхана дегені маған аса жайлы бола қойған жоқ. Ең алдымен оның ұнамағаны шуы. Оқуға биыл кеп түскендері бар, бұрынғы оқып жүргендері бар. Біз бір кең бөлмеде 20-дан астам қыз жатамыз. Менің ұғымымда әйелдер былай да бірін-бірі тыңдамай жамырай сөйлейтін берекесі халық еді. Мен ондайларды қатындар ғана деп ойлайтын едім. Енді қарағам, қыз дегендердің де шулауға келгенде олардан кем түспейді екен. Қыздың да ішінде талай түрлілері болып, ауыздарына түскен сөзді айта беретіндері аз емес екен. Оның үстіне сол үйде асхана бола тұра, қолдан пісіргеніміз тәтті болады деп, астарын бөлмеде даярлайды. Кір жуатын орын бола тұра, ойдағыдай болмайды деп, кірлерін ертелі-кеш өздері шылпылдатып жуат та жатады. Ойындары, әндері тасып бара жатқандай бірін-бірі түрткілеуден, сықылықтап күлуден, жекеде қосылып та ән айтудан ауыз жаппайды. Қой десең тыңдамай, қатты айтсаң ұрсысады. Мұндай шуға үйренген адаммын ба мен? Бір тауды жайлаған жалғыз киіктей тағы боп, тыйыштықта өскен адам емеспін бе? Сондықтан мына шуға үйрене алмай әлек болдым. Жатақхананың екінші ұнамағаны асы. Асханада даярланатын тамақтың біреуі де аузыма тұшымай қойды. Қымыз, ет, айран, қаймақ, сүт, май, құрт, ірімшік сияқтылардан басқа асты татып көрген адаммын ба мен? Бұған дейін. Асхана тамағының көбі картоп, капуста сияқты шөп шалам. Оны әрі менсінбеймін, әрі жесем де қарным ашады. Өзге қыздар қауын, қарбыз, алма, өрік сияқты жемістерге де өліп өшіп жатады. Мен оларға да қызықпаймын. Дегенмен осы тұрмысқа шыдауға бекіндім де, айырылған сағаттан бастап жатақханаға орныққан уақытқа дейінгі көрген білгенімді ақыл ойым жеткенше толық жазып, Ташкендегі Бүркітке жолдадым. Хатты почтаға мүсәпір екеуміз қолдан апарып бердік. Қағаздан қиып қолымнан жасаған үлкен жуан конвертті көрген мүсәпір, кітап емес пе мынауың деп күлді. Мүмкін болуы дедім мен. Хатты почтада мүсәпірмен қылмыңдай қылжаңдасқан қазақ қызы қабылдады. Конвертті ол қызға қалдырып кеткеннен кейін көп уақыттан бері жанымды жаншып жүрген ауыр ой жеңілденіп қалған сияқтанды. Мен жатақханада сол жатқаннан жата бердім. Оған орналасқаннан бірер күн кейін Жақыпбектің әйелі Тәслима келіп, пәтеріне ертіп әкетті де үй жағдаймен таныстырғаннан кейін Бүркіт жақсы көретін жиенім деп мақтай кеп, оны жақсы көрсең, мен де сені жақсы көрем дей кеп, біздің үйде тұрып оқуыңа болады деді. Үйі шынында да жайлы екен. 4 бөлме, біреуінде ас пісіріледі, біреуінде ас ішіледі, біреуі Жақыпбек пен Тәслиманың жататын бөлмесі, кішірек бір бөлме, Гуля деп атайтын 13 жасар қыздың қарамағында екен. Баларақ кезіндегі мен сияқты еркелеу қыз көрінеді. Киімдері қалаша, өз әке-шешесімен орысша сөйлеседі. Орысша білмейтін менімен қазақша сөйлеспек болып еді, бұрын олай сөйлеп дағдалмаған болу керек. Ретін келтіре алмады. Жақыпбек әлдеқайда кеткен екен. Сөз түріне қарағанда Тәслима да орысша тәрбиеленген адам болу керек. Киім киісі де, тұлымын күзеген шашын дударландыра қойысы да қалалық, орыс әйелдеріне ұқсайды. Қазақтың тілін білгенімен сөйлеу түрі қазақша жатық емес. Жасау түріне қарағанда бұл үй өте бай болу керек. Нәрселерінің бәрі де әдемі және қымбат. Олардың бөлмелерге орналасуы да өте қызғылықты. Тәслима мені осы салтанатты үйдің қызы тұратын бөлмесіне орналастырам деп еді, мен рахмет айтымда жатақханамда тұра беретіндігімді білдірдім. Дәлелім кластас қыздармен бірге тұрып сабақ үйрену. Мүсәпір екеуміз Қарсақтың үйіне де барып жүрдік. Мен қалаға келгеннен 15 шақты күндер шамасында оның жаңа үйі де бітіп, ішіне кіріп алды. Тек биыл шатырын жабуға күшім келмеді деді Қарсақ, қамыспен жаппадым. Қаңылтыр табылмады, аманшылық болса келесі жазда жауып алам оны. Ол маған біздің төргі бөлмеге тұрсаң қайтет деп еді, жалғыз тұрасың, оңаша бөлме деп мүсәпір де мақұлдап еді. Мен Тәслимаға айтқан дәлелімді айтып ризаласпадым. Көп ұзамай оқу да басталды. Институт деп көпірткенге мен оны адам асылмайтын биік пе деп жүрсем, барлық институт сондай ма әлде біздің институт қана ма? Тырмысқан адамға ол да шығып кететін тау екен. Даярлағы шаталатын курсының 1 класы түгіл, 2 класына түссем де алып жүре алатын түрім бар. Оған да ниетім шапқан кезде мүсәпір, асықпай оқыған жақсы.
Сабақ сіңімді болады деген соң, өзімді өзім қамшылаған жоқпын. Мүсәпір Қызылордада жөнді тұрақтамайтын адам екен. Қызмет атқаратын газетінің тапсырмасымен жан-жақтағы қалалар мен ауылдарда шапқылайды да жүреді. Қалаға соққан күндерінде маған жолықпай қоймайды. Көрген сайын амандықтан кейінгі сөзінде айтары: "Бүркіттен хабар бар ма?" "Жоқ" деймін мен. Расында да жоқ. Алғашқы хатыма жауап берер деген оймен өзімше тәкаппарсып, екінші хатты айға жақын жазған жоқпын. Одан кейін шыдай алмай тағы бір хат жазып, тағы да айға жуық уақыт жауап күттім. Тағы да жоқ. Сол кезде Шәмсия келе қалды. Мені ол жатақханама іздеп келді. Өзі сымбатты да көрікті кісі екен. Етейіп толығуы ол көркін тіпті шешіп тұр. Біздің үйге барып әңгімелесейік деп, ол мені үйіне алып кетті. Жақыпбектің үйінде бай жасаулы болмағанымен, бұл да мәдениетті, сәнді тұратын үйдің бірі екен. Мінезі маған ажарынан да жақсы сияқтанды. Қарағым, шырағым дей сөйлейтін, ол хал жағдайымды сұрап алғаннан кейін пәтерге бармай жатақханаға тұруымды мақұлдай кетті. Тұрам десең, мына біздің үйде даяр, деді ол. Аса бай болмағанмен орташа жақсы тұратын үйдің бір екенімізді көріп отырсың. Бірақ бұған да тұрудың қажеті жоқ. Мен де ауыл қызы болып өскен адаммын. Қызды ауылдың қалай ұстайтынын білем. 10 жасынан бастап отау иесі деп қызын үйінен шығара ма қазақ? Қызға 40 үйден тыю деп бүкіл ауыл болып жүрген тұрған аңдымай ма қыздың? Сондай жағдай бұғып, бұйығы болып өспей ме бұл ауыл қызы? Соған байланысты ма қыздың ынсаптылығы? 40 қақпаның ішіне жауап ұстаса да, ынсапсыз қыз өз дегенін істей бермей ме? Ынсапты қыз болса, еркектердің арасына қамап қойса да, ұстай білмей ме өзін? Асия маған жақында бір жазған хатында сенің жайыңды айта кеп, жатақханада тұрып оқығаны мақұл депті. Айтпақшы, оның сенен жіберген хаты қайда? Мен жоғалтып алғанымды айттым. Хат деп өкінді Шәмсия. Соңғы хатында, бастапқы хатында көп сөздер жазғам деген екен. Тұрақ жайындағы әңгімесін жалғастыра кеп, оқушы кезіңде әріптес қыздармен бірге тұрғаның жақсы, деді Шәмсия. Сабақ оқуыңа да жақсы болады ол. Көпшілікпен араласып, өмір көруіңе де жақсы болады ол. Асияның екінші хатынан білдім деп, бүркіт жайын сұрастыра кеп, менің ұялып төменшіктей берген жауабымды естігеннен кейін, сүю әрине жүректің ісі, деді Шәмсия. Оған көлденең кісінің араласпау керек. Әсіресе бостандықшыл біздің заманда. Дегенмен мына біз сияқты өмір тәжірибесін көбірек көрген адамның сен сияқты тәжірибесі аз кісілерге достық ақыл айтуына да болады. Мен саған бүркітке қосыл, қосылма деп ештеңе демеймін. Ол өз қарабастарының ғана шешетін мәселесі. Менің саған тек қана айтарым, орыста дистанция деген сөз бар. Ол екі нәрсенің арасындағы алшақтық, яғни тұтасып кетпеушілік. Осы дистанция махаббат мәселесінде де керек сияқты. Еркек пен әйел ғана емес, дос пен дос, әке мен бала сияқты жақын адамдар да бір-біріне жапсырылып қалмай, араларында алшақтық ұстауға қажет сияқты. Әйтпесе адам өзінің мендігін жоғалтып алатын сияқты. Сенің де сүйтуің қажет қой деймін. Бүркітті сүйе тұра, оған тым жабысып қалмау керек. Сүю деген не ол? Ол жабысқан жерінде тас болып қатып қалу деген сөз емес. Сүю екі жаққа бірдей. Оның шарты, өзің сүйсең ғана сүйемін, сүймесең зорламаймын. Өмірдің сәні таразысының екі жағы да тең басуда. Бір жағы шоңқиып жерде жатқан, бір жағы көтеріліп аспанда жүрген өмір таразысының ешкімге қызығы жоқ. Осындай теңдестікті сақтау үшін жігіт пен қыздың қай жағы болса да, мен сені сүйдім, маған қосыла көр деп, екінші жағына жалбарына берме, араларындағы алшақтыққа екі жағынан да бірдей жақындап, таразының тіліндей жерге жетіп, теңдесе қосылу керек. Өйтпесе өмір теңдестігі де болмайды. Түсінікті ме? Менің осы сөздерім. Өте түсінікті. Ендеше жарбаңдап жаза берме хатты. Жауабы кідірсе асықпа. Сүйгені рас болса, түбінде бір жазбай қоймайды. Түбі дегеніңіз тым ұзақ болып кетсе қайтем, апай? Қанша ұзақ болар дейсің ол? 1 ай, 2 ай, 3 ай. Оған дейін жауап қайырмаса, сүйдім дегені жалған болғаны. Ондайдың кісісі емес ол, дедім мен, ауыр күрсініп. Қайдан білесің емесін? Мал аласы сыртында, адам аласы ішінде дейді қазақ. Сондықтан да Ақмолда ақын, әуелі тазалап ал іштің кірін, болмасын сыртың сұлу, ішің ірің деген. Сен әлі жассың ғой. Сондықтан сырты сұлу, іші ірің адамдарды кездестірдің бе, жоқ па, оны білмеймін. Мен өзім талайын кездестірдім оның. Махаббат мәселесінде емес деп түзетті Шәмсия сөзін. Мені бұл өзі
Жер қартқан әйел екен ғой деп ойламасын деген кескінмен. Жұбайлық өмірімде бақытты адамның бірімін мен. Аманжол ағаңа сүйіп қосылдым да, тату-тәтті тұрып келем. Іші іріңдер деп отырғаным, өмір кезеңдерінде басқа мәселеде ұшыратқандарым. Шамсияның үйіне мен демалыс күні түсте барған едім. Одан жатақханаға іңірде қайттым. Шамсия да маған қатты ұнады. Сөздерінің де көбі көкейіме қонды. Дегенмен бір жұмадан артыққа шыдай алмай, бүркітке 3-ші хатымды жолдадым. Одан жауап жоқ. Бұл не тым-тырыс. Менің жындану тарихымнан. Күндер солай өтіп жатты. Бәрі де көңілсіз. Институттағы менен басқа қыздардың мен сияқты сүйгендері жоқ па, әлде бар бола қалған күнде бәрі де ғашықтарына риза ма? Іштерінде мендей санамен сарғайған біреуі де жоқ сияқты. Бәрінің де қағанаға қарқ, сағанаға сарқ дегендей. Оқудан басқа уақытта ойын күлкіден ауыз жаппайды. Үйде де жыртың-жыртың, түзде де жыртың-жыртың. Оқудан, астан қолдар босасақ, ұйқыдан басқа уақыттарын қыдыруға жұмсап, әлде қайларға кетеді де ұзақ жүріп қайтады. Пәлендей қызық, түгінде қызық көрдік деп қайтысады олар. Мені де сол қызықтарға қызықтырмақ болады. Көрмегендіктен бе, көңілім шаппай ма, мен қызықпаймын. Кластағы оқудан, тамақтан, ұйқыдан басқа уақыттарының бәрін түгелмен жатақханада өткізіп, екі нәрсені ғана ермек етем. Бірі пысықтайтын сабақтарым, екіншісі жазып жүрген естелігім. Осылай қозғалмаудан ба, әлде бүркітті өлердей сағынуымнан ба, семіз болмағанмен Қызылордаға келгенге дейін толықша денем жараған аттай ысылып, қатқыл етім босап, қаны ойнап тұратын бетім қоқылданды да кетті. Бұл қалпыма бірге оқушылар да, мұғалімдер де, басқа таныс адамдар да көңіл бөліп, бұл не десе, әуелі қой олай болмас деп таңған боламда, рас солай деп мойындатқаннан кейін оқуға келдім ғой. Осы қалаға оқуым аз ғой менің. Институтқа әрең деп түстім ғой. Ықылас қойып ынта жұмсамасам, үлгере алам ба ол оқуды деп. Қадала көп оқимын, содан шығар дей салам. Олар маған өйтпе, ретсіз көп оқып, зорығудың қажеті жоқ. Ауруға шалдығып кетерсің дейді. Мен ол ақылда сол арада тыңдаған боламда, артынан өз бетіме көшіп, жатақханадан шықпайтын қалпымды өзгертпеймін. Сондай күндердің біреуінде жатақханада жалғыз отырған шағымда мүсәпір келді. Біраздан бері көрінбей жүрген ол Шымкент жағына барып қайтқан екен. Қанша күндік уақытқа жолаушылап келсе де, маған қалаға келе сала соғатын ол, бүгін де сол әдетін істепті. Мынауың не деп, таңырқай келді ол маған. Я не бопты дедім мен, айтар сөзін жобалай тұра. Ойбай-ау, анауғыдан бері жүдіп қалыпсың ғой, шөлміктей болып қатып. Дейнің сау ма өзіңнің? Ауырған жерім жоқ. Жоқ деген сөз емес, адамның ішінде өзі білмейтін сырқаты бола береді. Дәрігерге көріндің бе? Несіне көрінем? Ауруым болмаған соң. Ту, бәтес-ай, қызық екенсің ғой өзің деді. Мүсәпір кейіп. Дәрігерсіз қайдан білесің бар жоғын? Білем. Енді не жүдеткен? Оқу. Оқу. Жалғыз сен бекен оқыған. Қағаздан бас алмайтын талайларды көргеміз. Дәл сенде жүдеген көрген жоқпыз. Әлде ғашықтық жеңсе егер бойыңды алып, жүдетер безгек ауру сықылданып деп, Абай айтқандай, ғашықтық па осылай жүдетіп жүрген? Мен үндемедім. Хат бар ма бүркіттен деді мүсәпір. Тағы да үндемедім. Жоқ болғаны ғой деді мүсәпір кейіп. Теріс айналып кетіп, жүре сөйлесіп. Есі дұрыс па өзінің? Әде ақылынан адасқан ба? Біреудің жап-жас сапсау қызының басын айналдыратты, әрі оны жұрт көзіне масқара қылып, елге тастап кетеді. Әрі іздеп шығып, жолда оқуға орналасқан қыз хат үстіне хат жазса, бірде-біріне жауап бермей, тым-тырыс жататта қояды. Осындайда адамгершілік бола ма екен? Тұрпайы сөз айтқанға кешір бәтес деді мүсәпір. Тұнжырап отырған маған жақындап. Барып тұрған иттік бұнысы. Олай тілдемесең де болады дедім мен. Енді не дейін? Айтпайтын сөзді айтқызып тұрған қылығы. Енді ол итке хатты өзім жазам. Бөлілік правамды пайдаланып, ит терсін басына қаптап жазам. Содан кейін көрейін оның қалай шыдағанын. Ал саған айтар ақылым деді мүсәпір. Суық ажарын жылытып, бұлай сіресіп жатып алуды қой. Кино бар қалада, театр бар, ойын сауықтар бар, бақша бар. Бәріне де өзің теңдік қыздармен бірде еріп жүр. Олармен барғың келмесе, өзім апарып тұрайын. Бүгін бір қызық кино жүреді екен, барамысың соған? Жоқ. Театрда Бейімбеттің Малқамбай дейтін пьесасы ойналады екен. Бүгін күлкіден шегін қатады. Соған барамысың? Жоқ. Ресторанды білесің ғой?
Сыртынан көргенім бар. Әші қызық болады оның. Әлде қайдан келген сыған әртістері бүгін түнде концерт береді дейді сонда. Дүниеде одан қызық нәрсе болмайды. Әрі музыка ойналады, әрі әндер айтылады, әрі билейді. Бәрі де сен бұрын көрмеген таңсықтар. Соған барамысың? Жоқ. Бақша ішіндегі эстрадада Өзбекстаннан келген әртістер ойын көрсетеді дейді. Оған ше? Жоқ, бармай. Циркте, деді мүсәпір. Менің ешбір ойынға бармауыма көзі жеткендей, кейіңкіреген кескінмен, үмітсізденген дауыспен Қытайдың әртістері ойын көрсетеді екен. Олардың ойыны сиқырдан да қызық. Соған барамысың? Мен басымды шайқадым. Тух, деді мүсәпір қатты кейіп. Жасыңа жетпей қартайған не қылған адамсың? Тысқа шығып келемісің? Менімен тым болмаса ауа жұтып, желпініп дегендей. Рахмет. Не рахмет? Бармай. Қап, саған дауа болмас, деді мүсәпір. Бүгін зорламайын енді. Ал ертең бар ғой. Сүйреп шығарсам да әкетем, көңіліңді көтеретін бір жаққа. Ризашылығыңа қарамайым. Оны көреміз, дедім, жабысқан мүсәпірден құтылғым кеп. Көрмейсің, барасың. Көреміз дедің ғой. Жақсы онда, деді мүсәпір. Менің көрерімізден дәмеленгендей бол. Ал мен кеттім. Ертең күн бата жетіп келемде алып кетем. Ол шығып кетті. Ертеңіне айтқан уақытында жетіп келді. Бөлмеде менімен сабақтас бір талай қыз отыр еді. Солардың көзінше сөйлене кірді. Қыздар оны танитын, мені жақын тартып жүретін себебін де білетін. Келдім деп кірді мүсәпір есіктен. Бармауға болмайтын жер болған соң арбакеш жалдап әкелдім. Қандай жер ол, десті қыздар. Дәмге шақырған жер. Қазақта дәмнен үлкен ештеңе жоқ. Өзгеге бармайтын қазақ дәмге міндетті түрде барады. Ол рас деп шу ете қалды қыздар. Мен де ішімнен рас дедім. Өйткені бүкіл ауыл атаулының дәмнен үлкен ештеңе жоқ деп ойлауын өзім де білем. Елде талай қырқысқан ағайындар дәм татсақ тату болып кететінін көргем. Бір күн дәм татқанға 40 күн сәлем деген, дәм тұзымды тат, арасында айт деген мақалдар бары, дәм ұрсын деген қарғыс бары, татқан дәмге қас қылған адам оңбас деген өсиет өлең бары есімде. Бұл ұғым менің санама шешемнің сүтімен бірге кірген. Қазақтың ұғымында сүтпен кірген сүйекпен шығады. Бірақ мынау мүсәпір шақырып тұрған дәм кімдікі екен деп сұрап едім. Тысқа шыға білесің, деді ол. Кімдікі болса да бар деп шуласты қыздар. Үйден шықпайсың, дәмнің сылтауымен далаға шығып, желпініп бой көтеріп кел. Қыздардың шуы әсер етуінен бе, әлде дәмді өзімнің де қасиетті көруімнен бе, сырттағы салқыннан қорғанғандай, өз киімдерімді өзім зорлап кигендей боп, мүсәпірге еріп тысқа шықтым. Бұл ноябрь айының орта кезі еді. Қызылордаға бұрын бұл мезгілде қар жаумайды екен де, егер жауа қалса еріп кетеді екен. Биыл тарының дәні сияқты қайыршықтанған бірдеме кейде ұшқындап тұрды да, түнде жауып күндіз еріп кетті. Күндердің көбі құрғақ болды. Бірақ сызы шекеңнен өтетін сұмдық қара суық. Жерді ол тобарыстып, ат тұяғы батпастай сірестіріп тастады. Сол ызғар аз дегендей, теріскейден үздіксіз соққан бір қара дауыл күні түні басылмай-ақ қойды. Қара соқ пен қара дауыл қабаттасқанда ызғары өңменінен өтеді екен. Менің тысқа көп шықпауыма бір себеп болған осы. Тыста жұқа киіммен азғантай ғана жүрсең, суықтан қалтырап ұшып кете жаздайсың. Жылы киім менде жоқ. Жатақхана мен оқу үйінің арасы бір талай жер. Сол екі арада суықтан дірдектеп жүргенімді көрген Тәслима да, Шәмсия да, мүсәпір де жылы пальто алып бермек болған еді. Керек жоқ деп алмадым. Мүсәпір еркіме қарамай сатып әкелген қысқы пальтоны ренжісе де алмай Қарсақтың үйіне апарып тастадым. Сыртқы дәлелім өз киімдерімнен де тоңбаймын. Ішкі дәлелім кімі болып алам олардың киімдерін. Бөтен біреудің тегін киімін ап қайыршымын ба мен? Одан да осы жеңіл киімдеріңнен жарылғасын. Бүгінгі күні күндіз сынықтау сияқтанған күн райы кешке қатайып, біраздан бері дым тимеген даланың топырағын өкпек жел суыра қопарып, дала қара боран болып тұр екен. Ауа өте суық. Тоңазып кеткен мен мүсәпірге еріп, анадайда күтіп тұрған арбакешке жақындағанда, бармай қойсам қайтет, деді мүсәпірге. Ойбай, болмайды ол. Неге? Малын сойып қазанына салып қойды. Кімнің үйі еді? Оны жолда айтам. Қанымын деп тартының қыраған мені мүсәпір арбаға көтеріп салғандай болды. Арбакеш де тоңып тұрма немене, бізден тез құтылайын дегендей атын айдай жөнелді. Аты да тоңып тұрған ба, әлде жүрдек ат па, немене қамшы салдырмастан, божы қақтырмастан ата жөнелді.
Бұндай жердегі ат болар ма? Қатқаға кетір бұдыр жолмен екпіндей жортқанда, жайдақ тарантастың тоңқылдаған доңғалақтарының темірі жалтыраған табанын анда-сандағы жерден бірақ тигізеді. Ол қалпында мені арбадан ұшып кетер дегендей, мүсәпір қыпша белімнен қымқыра қатты құшақтап алған. Көше-көшеге бұрла, жүрген сайын шапшаңдата жортқан ат бір кезде қаладан шыға бастады. Қайда барамыз, деді мүсәпірге. Барған соң көресің ғой. Жоқ, сонда да айт. Қайтесің оны? Айт. Барған соң бірақ айтам. Керегіне ол жұмбақтың, дедім мен кейіп. Айтпасаң түсем арбадан. Егер мен жіберсем. Немене, қылжақ қылғың келеме, дедім мен. Мүсәпірдің құшағынан бұлқынып. Жібер, түсем. Неге ашуландырасың, деді. Атшы кейіп. Айтсайшы, өлімге алып бара жатпасаң. Сөзің қалай жаман ет, деді мүсәпір. Ісің жақсы ма өзіңнің, деді атшы. Айтпай апаратын қонақ болам екен. Айтпасаң кейін оралам, деп атшы көлігін қырын қарай шаужайлай бастады. Әй, жындатшы екенсің ғой өзің, деді мүсәпір, аттың божысына жармасып. Өзің айтқандай тапатал түсте өлімге апарат деп келесің бе? Айтпадым ба мен саған? Туған бөлемнің қалыңдығы деп. Өтірік десе айтсын мына қыз. Бөлеммен де қалжыңдастырмаймысың? Неге айтпайсың баратын үйімізді? Дедім мен. Божыға таласқан мүсәпірге. Атшының не ақысы бар онда? Маған айт. Айтпасаң бармаймын. Күзеннің үйі. Ол қайдан шақыратын болып еді? Сені ғана емес, қатынымен Жақыпбекті, қатынымен Балқашты, қатынымен Қарсақты және біз екеумізді шақырған. Атының басын бұрмалаудан доғарып, мүсәпірдің еркіне көнген атшы мырс етіп күліп жіберді. Неге күлесің, деді мүсәпір оған. Күлмегенде ше, деді атшы. Сөзің тірі кісі түгіл, өлі кісіні күлдіреді. Не сөзім? Қатынымен пәленше, қатынымен түгенше деп кеп, мынау қарындаспен өзіңді қоса айтқанда жат құлаққа қалай естілгенін білемісің? Қалай? Өп-өтірік аңқаусымасайшы енді, деп атшы мүсәпірге бөлемнің қалыңдығы деп келе жатып, өзіңнің қалыңдығын қылып алдың ғой, әлгі сөзіңмен мына қарындасты. Мүсәпір, ай бір бұлшыл екенсің ғой өзің, жоқ нәрсеге жорамал жасай беретін, деп теріс қарады. Одан кейін екеуі сөз қатыспады. Күзен үйіне бармаймын деп тырмысудың ретін таппаған мен де, несі болса да бара көруге ойлап, үн-түнсіз отырмын. Елден кеп түсіп, қонбай кетіп қалғаннан кейін, менің бұл бірінші келе жатуым. Артынан күзенді де, әйелі есектасты да талай көріп, олар талай рет шақырған мен сылта тауып бармай қойғам. Жатақханадан барар жөнімізді айтпай алып шығу да, айтсам бармас деп ойлағандық болу керек. Арбакеш бізді күзен үйінің қақпасының алдына әкеліп түсірді де, ақысын алып боп, мынау үй екен ғой қонаққа келгенің, деді мүсәпірге. Бір сұмырайға бір сұмырай қызыл іңірде жолығады дегендей, қайдан тауып жүрсің, елден шыққан алаяқтың үйін? Оттама, деді оған мүсәпір едірейіп. Оттамасаң оттама, деп Арбакеш атын айдай жөнелді де, мүсәпір қуып жете алмайды деген тұсқа барғанда, қарындас, деді маған атын тежеп. Бұзық адам болсаң өзің білесің, түзік адам болсаң жоламайтын үйің бұл. Уа, әкеңнің, деп мүсәпір тұра ұмтылғанда, мен де әкеңнің, деп Арбакеш тарта жөнелді. Мүсәпір оған жерден кесек балшық алып, лақтырып еді, тиген жоқ. Арбакеш қарауыта бастаған кештің қара боранына сүңгіп, алыстай берді. Чисті хулиган, деді мүсәпір, әлденеге ентігіп. Қолға түспеді, сыбағасын беретін. Осы үйді сенен басқа жақсылаған кісіні көрген жоқпын, дедім мен. Жаман түгі де жоқ, деді мүсәпір. Нашар тұрған шағына кез кеп қалып жүрегің айнып жүр. Қазір көрші қатардағы үй. Бұл өзі бір күнде кедей бопта, бай бопта үлгеретін нар жігіт. Көрейік, дедім мен. Екеуміз қатарласып қақпаға кіре бердік. Ендігі ойым, мана атаған адамдары бар ма жоқ па? Біз қақпаға кіре, үйден аузына папирос тістеген Тәслима жеңгей шықты. Оған ішім аздап жылығандай болды. Қайда жүрдіңдір сонша күттіріп, деді ол. Аздап кешіктік, деді мүсәпір. Ағай келді ма? Осында келгелі жатқанда редакторы Елтай Ерназаров шақырып әкетті. Газеттің ертең шығатын санына байланысты мәселе бар деп. Маған сен бара бер, атпен мен тез босап, жетудің амалын істермін, деді. Ат кетті, кешікпей келіп қалу мүмкін. Ал, кіріңдер үйге. Ауыз бөлмеде ешкім жоқ екен. Ішінен қуырдақтың да қайнап жатқан еттің де иісі шығады. Төргі бөлмеге кірсек, Қарсақ, Бүдіні, Балқаш, Жаңыл, Күзен жерге жайған дастарханды жағалай орналасып, шай ішіп отыр. Етектас самауыр қасына шоқиып шай құйып беріп отыр. Қодығы қасында. Оның да киім кешегі тәп-тәуір. Бәрі де бізді көре жоғарлатыңдар деп ду ете қалды.
Мүсәпір екеуміз дастарқанның бостау бұрышына барып орналастық. Балқашты институт үйінде күнде көремін. Жаңылды Қызылордаға келгелі көріп отырғаным осы. Анау күні іші білінбейтін байғұс енді қарны қампиып, оны білдірмеймін дегендей үстіне батыс айдан кең көйлек киіпті. Онымен жүктілігін жасыра алатын түрі жоқ. Қалай жасырады? Кескіні былай да түрсіз кісі, беті қара жағалданып, ноқталына қойыпты. Үй ішіне ақырын көз жүгіртсем, мүсәпір айтқандай, анаугіден әлде қайда жақсы. Қалай тез жиналған? Үйдегі жұрт бізден бұрын шайға қанып алған сияқты. Өйткені алдарына қойған шәшкелеріндегі суыған шайға қолдарын созбайды. Күзеннің қасында бірі бос, бірі орта бөтелкелерге қарағанда, күзен, қарсақ, балқаш, үшеуінің қызулау сөйлеп отыруларына қарағанда, еркек жағы біраз ішіп алған сияқты. Мүсәпір мен шайдан ауыз тиіп қана отырған шағымызда сырттан Тәслима кірді. Оң езуіндегі шылым манағысы ма, жаңадан тұтатқаны ма, аузынан алмастан сорып, түтінін сол езуімен екі танауынан бірдей шығарады. Жақын кешікті деді ол, сырт киімін босағаға ілгеннен кейін. Тегі бөгелетін жұмыс болды ғой ол. Расын айтқанда өзіміздің қарнымызда аша бастады. Қуырдақты оған қаратпай жей берсек деймін. Ет піскенше келер. Сен ұлықсат етсең бітті жеңгей деді күзен Тәслимаға. Жақаңның келмегені есеп емес. Татып жүрген дәмі. Бұл қойды анау бәтеске арнап сойдым. Бір күн бай, бір күн кедей адам екенді қайдан білсін? Ол бала. Анау күні аса жүдеу кезінде келе қап, ялғаннан жерге кіре жаздадым. Міне енді байыдым, шырағым деді ол маған. Шалбарының қалтасынан қоқырай, будақтаған бір уыс червонецті суырып көрсетіп. Ақша дегенің мынау, қалтаға симайтын. Мүлік дегенің аналар. Болды мақтанбай деді Есектас. Несі бар мақтанса деді күзен. Өтірік болса мақтанба. Шынға мақтан. Дүние дегенің бұты бірақ дейін маған. Бәтес шырағым. Қашқалақтап жоламай жүрген өзің, әйтпесе сені де үлдемен білдегі орай салудан ештеңем кетпейді. Бүгін әдейі мал сойып шақырып, үйімнің түзу кезінде көрсін деп шақырдым. Енді жирене қоймассың. Келгеніңнің алды осы болсын. Бұдан былай келіп жүр. Ал қатын деді ол Есектасқа, әкел қуырдағыңды, қаужай тұрайық. Шайға жайған дастарқанның үстіне екі табаққа салған картопқа аралас піскен қуырдақ келіп қалды. Ол менің өте жақсы көретін асым. Тәслима менің қасыма келіп отырды. Әркімдердің алдына қасық тасталды. Сол шақта күлімсірей қараған күзен Тәслимаға бірдемені ымдап еді. Әкел деді Тәслима. Мен енді ақ ішпеймін. 2 рюмка қақтым жетеді. Оны енді еркектерге бер. Әйелдерге балсыра әкел. Балсыра деген не, арақ па екен деп ойладым мен. Әйелдерге әкел деуінен шошына қалдым. Әйелдерде шемекен? Күзен кроват астынан 2 бөтелке ақ арақ сорды да, оны сен қой мынаны деп Балқаштың қолына ұстатып, үлкен жас құманды мынау әйел жолдастар, сіздердің сыбағаларыңыз деп Тәслимаға ұстатты. Бұл үйдің шайлық ыдысы да, басқа сұйық ыдысы да кесекен. Еркектер жағы кеселерді толтыра ақ арақты құя бастады. Әйелдер жағынан тез шайнектен бозамық түсті бірдеме құйыла бастады. Бал сыра осы шырағым деді маған Тәслима. Бал деген атынан көрініп тұр не екені. Дәмі қышқылтым, өте тәтті нәрсе. Арақ емес бұл, қымыз сияқты сусын ғана. Ішсең тоймайсың өзіне. Және бөшкесін ішсең де мас болмайсың. Жұртпен бірге алып жібер деп бір кесені алдыма қойдым. Өзін осы балаға арнап қолымнан әдейі аштым деді Есектас. Он мен қант, одан басқа ештеңе жоқ. Аштқан кішкене бөшкені әлгінде ғана аштым. Бұлықсып бабында тұр екен, балға бергісіз. Өзгелерді ал бәтесті деп өз кеселерін қолдарына алғанмен, мен кесеге қолымды тигізбеп едім. Қыстамаңдар деді Тәслима. Алат. Оның алдында айтар сөзім, Бүркіт те Мүсәпір де біздің үйдің туған жиен екенін білесіздер. Білеміз, жақсы білеміз деп ду ете қалысты бәрі. Екеуінде нағашысы жанындай жақсы көретінін білесіздер. Білеміз. Қазір мұнда Бүркіт жоқ, Мүсәпір бар. Оған елден еріп келген анау бәтес бар. Осы кесені солардың денсаулығы мен бақытты болу үшін жұтып жіберіңдер. Бәрі келді деп ду етті бәрі. Тәслима да басқалары да қанша өтінгенмен мен өз кесеме қол тигізбедім. Көрмеген нәрсесі қорқып отыр деді Тәслима. Айшық мүйіз ақ серке қойды бастар дегендей, ішіп көрген өзіміз бастап жіберейік. Кәне көтеріңдер. Еркектер де әйелдер де кеселерін көтере салысты. Солардың ішінде Жаңыл да көтере салды. Тәтті мекен Жаңыл келін деді Тәслима. Тамаша екен дейді ол. Бал бұның қасында садағасы кетсін. Аздан кейін кеселер тағы да құйылып, қолдарына алған өзгелері, ал қане бәтес, осының бәрі сенің құрметің. Бірді алып көр, ұнамаса одан кейін ішпессің деп
Шулап кеткен соң, татып көрейін деген оймен кесені алып ернімді тигіздім. Дәмі рас қышқылтым және тәтті екен. Сонда да татып қана қояйын деп едім, бәрі іш жұт деп шулап кетті. Кесемнің астынан көтеріп аузыма тосқан Тәслима, ішпесем үстіме төгетіндей болғасын, тәуекел деп жұттым да салдым. Ура деп қол шапалақтасты бәрі. Не болар екен деп өзімді өзім шамаласам, бал сыра ішіме жағып баратқан сияқты. Алқаны тағы бірді, құйылған кеселерді жұрт тағы да қолға алғанда, көрдің ғой шырағым, жақсы екен деді Тәслима. Ендігі бәлденуің ұят болады. Мұна жұртты сыйламағаның болады. Ала бер, жұртпен бірге. Ала берем деп не болғанымды білмей қаппын. Білгенім әлден уақытта үй төңкеріліп бара жатқан сияқтанды. Одан кейін не болғанын білмеймін. Бір кезде көзімді ашсам, әлдегімнің құшағында жатырмын. Шошып кескініне қарасам, мүсәпір. Ол да тырдай жалаңаш, мен де тырдай жалаңашпын. Екеуміз бір кроваттамыз. Түсімбе бұл, әлде жындандым ба? Өзімді өзім байқап көрсем, түсімде емес сияқты. Есімде дұрыс сияқты. Басым зеңгіп әкетіп барады. Төсегіміз былыққан құсық. Жан дәрмен дегенде төсектен ұмтыла тұрып, сәкіге түсе бергенде құсқа тайғанадым да, әлімнің жоғыма ет бетімнен жалп етіп құладым. Ұмтыла беріп тағы да құладым. Енді тұрар дәрменім жоқтай көрінген соң, кім бар құтқаратын деп, бар пәрменіммен шыңғыра айғай салдым. Есіктен екі кісі жүгіріп кірді. Қарсақ, бөдені, бұлар қайдан? Қарсақ жалаңаш менен қымсынғандай шығып кетті. Не болды деп бөдені мені құшақтай алды. Бәсе, не болды дедім мен. Бөдені сүйгенмен әлсіз буынымды баса алмай, жалп-жұлп құлап. Не ғана болды, ойбай! Даусым аса қатты және тұрпай шықты білем. Мүсәпір есеңгірегендей төсектен жалаңаш қалпымен атып тұрды да, аздап есі кіргендей кроват басына ілген көйлек дамбалын үстіне кие сап, бөдені ие бола алмай жүрген мені, не болды бәтес деп ұстай алды. Кет шошқа деп, итергенме айырылмаған соң, қарабет деп, бетіне түкіріп едім, онда да айырылмады. Сол кезде оң жақ иығынан қыршып, шайнай бастап ем, өлдім деп айғай салды мүсәпір. Өрімға бетсіз лағнат деп, бетінен тістегелі ұмтылғанымда күзен мен есектас кіріп келді. Мынау жынданды деді, тістетпей арпалысқан мүсәпір. Күзен одан күшпен айырып мені көтеріп алды да, кроватқа алып соғып, арқан әкел деді есектасқа. Бұны көрпеге бөліп, шандып тастамасақ бой бермейді. Мүсәпір бөдені есектас шеу шығып кетті. Күзен тырп еткізбей басып жатқанда, сырттан есектас арқан әкеліп арпалысатын әлім біткен, ентіккен демімді әрең алған мені көрпеге бөлеп шандыды да тастады. Енді қозғаларлық халым жоқ, мен аз тыныстан кейін даусымды шығарып, еңірей бастап едім. Үні шықпастай ғып аузын мақтамен тығындап тастау керек деді күзен. Есектас қайда ол деп іздестірмек болып еді, таста, іздеме деді. Кіріп келіп, бөдіні жыламсыраған дауыспен оған, осы қиналғанда жетер. Іздесін, тапсын, тығындасын дедім мен, ызалы күлкімен. Айттым ғой, жынданды деп, деді күзен. Тиісті жеріне апарғанша аузын тығындай тұрмасақ, бақырып мазаны кетіреді. Жынданған адам бәрін білсе, жұрт та қаптап кетеді. Дұрыс, дұрыс, деді есектас. Ай, шошқа, дедім мен оған. Не айтайын одан басқа саған? Күзен әлдеқайдан табан уыс мақта тауып әкеп, менің аузымды тығындамақ болып еді, қойшы құдай үшін деді бөдене. Оның қолын ұстайып, жалынып, осы бәтесті үндетпеудің міндетін мен ағалайын. Әліңнен келмейді ол, келет. Бәтес сәулем деді көзінен жас шыбырып кеткен бөдене маған. Бер шуадеңді мыналарға, бақырмаймын деп. Бақырмайым дедім мен. Қарған деді күзен. Ол да білді. Онда қояйын деді күзен. Бақырсаң жағың айырылады деді маған. Кеттік деді есектасқа. Қайда деген бөденеге. Жындыны сұлатып сап отырамыз ба үйде деп жауап берді күзен. Жындыханаға барсақ, жындылар бұны шайда бүлдіреді. Одан да көришанға барып келейік. Жынды қағып алады дейтін. Қаланың сыртында зираттағы көрдің ішінде жататын сондай бір ишан бар деп естігем. Соны алып келіп шүкіртеді деп ойладым да, жындыханаға апарудан оны жеңіл көріп, барыңыздар, тезірек дедім. Күзен мен есектас шығып кетті. Қасымда бөдене қалды. Мен қайда жатырмын дедім бөденеге. Анау екеуі кеткеннен кейін. Біздің үйде жатқан жоқпысың деді бөдене. Мен қалай кеп қалдым бұл үйге? Өзің сұранып келдің. Қашан? Түнде қартшының үйінде. Жақыпбек келе алмай атын жіберген екен. Мүсәпір сені сол атпен жатқан жеріңе апарым деген екен, сенімен бірге болам деп көнбепсің. Өз құлағыңмен естідің бе сол сөзді? Жоқ ойбай, кешегі бір балсыра деген пәледен өзімде мас болып құлап қалыппын.
Мені де саған қоса арбаға көлденең салып әкепті. Осында келем деп болмағаныңды басқалар естіген. Дедім мен, түсінікті дегендей. Сонда мас болыппын ба мен? Мас болмасаң осындай хәлге келемісің? Ол рас, өзгелер ше. Мен құлағанша жай қызығып отырысқан, нақ сендей бүлінгендерін көрген жоқпын. Иә, мен бүліндім. Күндіз әлдегімдер ауыз бөлмеге сыбдырлап кіріп, бүдіні олармен жауаптасып қайтып кеп жүрді. Мен манағы уәдеммен дыбыс берместен жаттым. Басым сынып кетерліктей болып зеңгіп барады. Ішім алау-жалау болып өрттеніп барады. Жүрегім өрекпіп, әлсін-әлсін лоқсимын. Өзім шөліркеп барам. Өзгеге шыдасам да шөлге шыдамай, бөдінеден сусын сұрап ем, ол әкеп берген бір аяқ суды қақала-шашала әрең жұттым да, табан аузында құсып тастадым. Біраздан кейін дәрет қыса бастады. Сонда ғана бөдінеге аз уақытқа ғана шеште қайта бөліп таста деп жалынып едім. Оны істей алмайым қарғам деді бөдіне. Мені өлтіреді онда, сені де өлтіреді. Кімдер? Қайтесің кімдер екен? Толып жатыр олар. Шыдап көр, шаман келгенше. Шыдаймын дегеніңмен табиғат өз ырқына ғана бағынбай ма? Шыдауға тырысқан мен бүліндім. О, сорлы бәтес. Енді не бүліншілік күтіп тұр екен алдыңда? Іңірде үйге асыға басып, қарсақ пен күзен кіріп келді. Бөдіні күзенге бәтестің есі дұрыс деп еді, жындының әдеті емес пе солай алдайтын деді ол. Шешіп көрші, не істер екен? Түк те істемейді, шешейік. Ал шеше ғой онда дегенде бөдіне қуанып кеткендей, шырмаған жіпке қол сыла бастап еді, күзен итеріп жібергенде ұшып кетті. Тұра беріп бірдеме демек болған бөдініге өшір үніңді деді күзен. Әйтпесе сені де апарам Көришанға. Мені Көришанның өзіне апармақ болған екен ғой деп ойладым. Зираттан жаман қорқатын нәрсем болмайтын. Оның өз түгіл маңына, жаяу түгіл атпен де жоламайтынмын. Сондықтан, ағатайлар, апара көрмеңдер, мен жынды емеспін деп жылап қоя бердім. Жоқ, сен жындысың деді күзен. Не дегендеріңді істейін, ағатай? Не істеуді біз емес Ишан айтады. Қайда ол? Мекенінде? Қайдағы? Оны бара көресің. Көрде ғой мекен дедім мен, дірілдеген дауыспен жылап. Апармаңдар мен оған. Ишансыз-ақ орындайын бар тілектеріңді. Ойпыр-ай, істеңдер соны деп жылап жіберген бөденеге аузыңды жабамысың жоқ па деп жеп қоярлықтай қараспен қарсақ ұмтыла бербеді. Күзен көлденеңде қалды да, тұрамыз ба осылай салқыласып деп ағасына әкетейік тез. Аллау, енді қайттым деп қаттырақ жылап жіберген менің аузымды күзен алақанымен баса қойды. Аузын тығындайық деді қарсақ. Күндіз тауып ап төсектің аяғына тыға салған мақтасын суырып ап. Әйтпесе жолшыбай бақырып маскарамызды шығарады. Аш аузың деді ол маған. Амалым қанша аштым. Аузым тығындалды. Күзен аяқ жағымнан, қарсақ бас жағымнан ұстап, мені бөлінген қалпында сыртқа алып шықты. Дала тастай қараңғы екен. Әрі шаңы мен қара араласқан сұрапыл боран. Көтерілушілер мені жегул аттың жадағай арбасына ұзынымнан әкеліп салды. Сол кезде міне киімдер деген бөдененің ақырын даусы естілді. Әкел деді қарсақ ақырын. Оған дейін мені Ишанға емес, оңаша жерге шығарып өлтіруге барады ғой деген ой дедім. Енді киімдерімді алғаннан кейін өлтірмек болса, керегіне оның. Ишанға апару рас болған ғой деп жорыдым. Онда не болар екен? Тескіндіксіз қараңғы және дауылды суық түнде аттарын қатты айдап, мазасыз жолмен ұзақ жортқан жендеттер бір уақытта әлдене жерге кеп тоқтады. Сол арада сыбыр көбірлер естіліп қалды. Қараңғыға үйренген көз қиығымды жүгіртсем, маған көрсетпеу ниетімен бе, әлде ұйтқыған қарлы бораннан қорғанудан ба, беттерін бүркеп алған қара киімді адамдардың елестері, жобасы, бесеу-алтау сияқты. Ишан күтіп отыр деп сыбырлады олардың біреу менің жендеттеріме. Ал түсіріңдер онда. Арбада мені көтеріп алғандар ішінде білте шам сияқты жылтыраған бірдемесі бар әлдене үңгірдің ішіне түсірді де жерге жатқызды. Шамасы 4-5 кісі отырып сөйлесерлік кең үңгір. Баруларыңа болады деді әлдегім. Құп деді біреуі. Киімдерді осында хазірет. Өзгелер кетіп үңгірде жалғыз ғана адам қалған сияқтанды. Ол білте шамды қолына алып, менің кескініме тосты. Қарасам, қалың, бұйра, ұзын қара шашы дударланған, ұзын, қалың қара сақалы кеудесін жапқан, жоғарғы жағын таңқита қырыққан мұртының төмен салбыраған екі сапары, асылып тұрған кішігірім жыландай. Көздері бақырайған үлкен дөңкиген мұрны келсаптай, күңгірт сәуледен бе, шынында солай ма? Кескіні аппақ, басы үлкен, иығы кең, деңкиген зор адам. Ишаны осы болар деп ойладым ішімнен. Әй, күнәһар бейшара деді ол маған. Білемісің қандай жерге келгеніңді?
Мен басымды шайқадым. Қабірстан. Қабірдің ішінде жатырсың сен. Менің мекенім бұл. Есіміміздің қажеті бола қоймас. Лақабымыз Көр Ишан. Неге келгеніңді білемісің мұнда? Мен жайымды қалтыраған дауыспен айта бастап едім. Оның бәрі жай сөз деді Ишан. Бүркіт деген жігіттің орыс кемпіріне дуа қылдырып, басыңды айналдырған. Дуаның бәрі қазір сенің тас төбеңде тұр. Мен ешбір дуа жоқ Хазірет деп едім. Таласпа деді Ишан жекіп. Осы қабірстанда отырып, мен бәрін де біліп отырдым. Бүркіттің қолынан кәмпит жеп көрдің бе? Ойласам жеген екем. Кәкеннің тойы кезінде тобылғы сайда түнде оңаша жолыққан шақта. Жедім. Сол орыс кемпірінің дуа қылып берген кәмпиті. Басың ауыра ма қазір? Кейістікке ұшырағаннан бері басының кейде зеңгі бауыратыны рас еді. Ишанға ол шынымды да айттым. Қане білмеген деді Ишан масаттанғандай. Өзің білмегенсің бейшара. Дуа бары анық. Мен сене бастағандай болдым. Бүркітке сонша құмартуым осы дуадан болу керек деген ой келіп кетті маған. Дуаны кетірудің екі-ақ жолы бар деді Ишан. Бірі төбе шашыңды түбірімен түгел жұлып алу. Денем тітіркеніп кетті. Екіншісі некені бұзу. Маған неке қиылған жоқ дедім мен. Таласпа деді Ишан. Баларақ кезіңде Бүркіттің үйіне қонаққа бардың ба? Бардым. Қымыз іштің бе сол үйден? Іштім. Сол қымызға молда некеңді оқып үшкіріп берген. Оны да білмегенсің. Мен осында біліп отырдым. Ал енді қайсың қалайсың? Төбе шашыңды жұлуды ма, некеңді бұзуды ма? Соңғысын Хазірет дедім мен. Бірақ қалай? Ол үшін басқа еркек көру керек. Көрдім ғой Хазірет дедім мен жылап. Олай көру болмайды, оның аты зина. Енді қайтем деп жылаған маған. Қазір сені босатам, содан кейін айтам деп байлауымды шешті. Мен теріс қарайын кейін деді ол. Ішкі киімдерімді ғана үстіме іліп үлгірген шағымда жетет деді Ишан, басқаларын киме. Неге дегендей тоқыраған маған. Алла бізге некелі болуды қоспаған. Әйел бізге харам. Бірақ сені дуадан арылту үшін, сауап үшін қасыма жатқызуға болады деді Ишан. Мейіріміңізге рахмет Хазірет дедім. Бойым үйреніп алған мен нық дауыспен зорлыққа амалым таусылған адаммын. Әсіресе қабір ішінде. Зорлаймын десеңіз еркіңіз. Мен сіздің қасыңызға жатпаймын. Онда шашыңызға қоса төбе қиқаңды жыртып алуға бейіл боласыз да, деді Ишан ашулана қалған кескінмен тесірейе қарап. Қиқам түгіл басымды жұлып алсаңыз да бейілмін. Айтар сөзі таусылып қалғандай, түсі де құтырған бура тәрізденіп, тісінде құтырған бурадай шықырлатып, даусы да құтырған бурадай гүрілдеп, мені бүріп тастардай боп, саусақтарын тарбита, құшағын қаусыра жайған Ишан, кеудесімен басып өлтіргісі келгендей, жерді тізерлей, маған қарай төне берді. Аспаннан жылан арбап, жерге түсірген бозторғайдың құтыла алмасын көргеннен кейін, сол жыланның өзіне қарай жорғалай жүгіргенін көргенім бар еді. Мен де сөйтіп, төніп келген зор денелі Ишанның бауырына қарай тығыла беріп едім, басымды екі қолымен бірдей бүрген ол, саусақтарын бас сүйегіме ауырта қадап, жыртам қиқаңды деді. Жыртыңыз, езіңіз, өлтіріңіз дедім мен. Қысқан саусақтардан бас сүйегім шатынап ауырған соң шықынған дауыспен тәңірден басқа куәм жоқ. Діншіл Ишан тәңір деген сөзден қорқып кетті ме? Әлде шықынған даусым тым ащы шығып, содан сескенді ме? Алақанымен аузымды баса қойды. Аузымнан шыға алмаған үнім, бауыздалған лақтың үніндей мұрнымнан қысыла шығуға айналғанда, босатайын аузыңды деді. Ишан сасқалақтаған дауыспен. Бірақ дыбыстай көрме шырағым. Мақұл дедім мен. Аузым босағаннан кейін демімді қатты ентіге алып. Одан кейін екеуміз қараңғы қабір ішіне таңның бозамық сәулесі түскенше үнде тіл қатысқанда жоқпыз. Егер дуадан жазылам десең деді Ишан таң ата, кідіртпей некеңді оқыт, әйтпесе жазылмайсың. Болсын Хазірет дедім Ишанға. Некемді кімге оқысаңыз да мейліңіз. Кім көрінгенге оқуға болмайды. Кеше бірге жатқан жігітіңізге. Тәңірінің Лаухол Махфузда сізге жазғаны сол. Болсын дедім. Демегенде не дейін, мен енді өлексемін. Өлексені ит жесе де бәрібір емес пе? Жалған айтсаң, жаның жаһанамда болады деді Ишан. Өйтер болсаң, сендей бұзық әйелді шариғат тірідей отқа қақтап өлтіруге қосады. Уәдеңді бұзсаң, ол жазадан құтылмайсың. Бұзбаймын, Хазірет. Үш айт. Бұзбаймын, бұзбаймын, бұзбаймын. Сөздеріңнің бекітімі болсын. Мына Құранды сүй деп Ишан қасына бет ашық жатқан Құранды ұсынды. Мен сүйдім. 3 бөлімнің аяғы.